Негізі қазір аутизм деген соңғы жылдары как вирус сияқты таралып кетті. Ерекшелігін ең алғаш енем байқады. Әйелден кінә бар сияқты. 70% әкемен сөйлестім. Анасын ұруға дейін барды. Мен милиция шақырып қойдым, қазір көршілердің бәрі келеді. Әйелің мен балаң не көріп жатсың? Кішкентай қызыма күн көрсетпеді, шаштан жұлатын болды. Балаң жынды болса үйде ұста. Әкеге жеткізетін кезде әке оны қабылдамайды. Сізге әйеліңіз емес Шолпан ханым айту керек болды ма? Қазақтың жалпақ тілімен айтқанда менің балам ауру деген нәрсеге дайын болған жоқ. Сол сөзді есту үшін барасың ба? Одан да Google-да ашып қарай салдым. Айта береді, қош, бұл кісілер сөйлей береді, бизнес деп айтады. 15 минутта 80 мың теңге ұстатып жүрген күндеріміз болды. Бар дейсіздер ме Ташкентке? Қай укол сап жатыр, не сап жатыр, айтпайды. Ал кетіңдер балаларыңды балабақшадан. Тез жазылатын бір айда, 2 айда бір жерлерге көрсетіп, солай жазып алатын ауру шығар деп ойладым. Бүкіл әлемде менің балам ғана осындай. Именно сіздің балаңыз болып келгені бостан бос емес дейді. Қабылдау деген әрмен қарату жұмыстану деген сөз. Бір ай көлемінде бала үлкен дәретін мен кіші дәретін сезді. Қытайлықтар өздері шығарған ойыншықпен өз балаларын ойнатпайды екен. Ата-ана жұмыстан шаршап келеді. Мен ата-анаға айтамын, 10 минут болды. Монғолиядан орталық ашыңызшы деп жатқан қазір ата-аналар бар. Мына 2 жылым өтіп кеткен 40 жыл өміріммен бірдей болып кетті негізінде. Армысыз көрермен, назарларыңызда кезекті сұхбатым. Бүгін ерекше подкаст болайын деп тұр. Келіскендеріңізге алғысымды білдіремін. Себебі бұл көп ата-анаға бір тегін сабақ сияқты болады. Көп ата-ана өзінің сұрақтарына жауап алады деген сенімдемін. Мақпал ханым, Медет мырза, қош келдіңіздер. Шолпан ханым, сізді көргеніме қуаныштымын. Шолпан Аянғалиқызы бізде бүгін логопед-дефектолог, білікті маман, 5 орталықтың жетекшісі. Ең алғаш ұлыңыздың диагнозын, ерекшелігін кім байқады? Ерекшелігін ең алғаш енем байқады. Қайнсіңілім айтыпты, айтайын десем, ұялып жүрмін, осылай белгілері бар, машинаны дізіп ойнайды, аутизмнің белгілері бар сияқты, сіз айт көріңізші деп. Сосын енем жолдасыма, күйеуіме айтыпты. Солай естідік, бірақ енді жолдасым мойындаған жоқ. Негізінде өзім кішкене байқап жүргем. Омыраудан шығарғаннан кейін кішкене бір түрлі болып қалыпты. Қай жасында? 1 жас 9 айында омыраудан шығардым, сол кезде байқадым. Оған дейін байқамадым. Оған дейін кішкене сөйлеп жүрген. Қандай маманға бардыңыз? Ең бірінші мен жұмысқа шығып кеттім да, балабақша іздедік, қой балабақшаға берейік деп. Сол кезде әкесі балабақшаға апарған. Сол кезде балабақшадағы психолог байқапты. Айтыпты, мен сондай жерде істегем, осындай ПМК-ға жазылып бар көріңіз, балаңызда бар сияқты деп. Содан әкесі барып, соны ПМК-ға жазылып, сол ПМК айтты. Медет мырза, сол кезде сізге айтқан кезде, әдетте біз ата-аналар осы уақытқа дейін аутизм екенін білмедік, естімедік, көрген жоқпыз, айтқан кезде қабылдау өте қиын болады. Сол сәттегі сіздің сезім, эмоция есіңізде ме? Сізге айтып тұрған кезде қалай, не деп тұрдыңыз? Іштей мүмкін қарсыласып тұрған боларсыз. Мен ол сәттегі эмоциям бәрі есімде. Былайша айтқанда енді эмоция болған жоқ ол кезде. Психолог қыз айтқан кезде енді ондай біздің өңірде ондай ақпарат көп тараған жоқ. Ол кезде тіпті жаңағы логопед орталықтарда аз болды, мүлдем жоқ болды десе де болады біздің өңірде. Қайда, Аягөзде? Аягөзде, иә. Сондықтан да жаңағы қыз осылай деп түсіндіріп, жаңағы ойыншықтарды алып, өзімен қатарлас бір қызды алып келіп, 2 жастағы бірге екеуін салыстырмалы түрде маған көрсеткен кезде, мен ойладым, бір тұмау сияқты, бір ыстығы көтерілген сияқты солай қарадым. Тез жазылатын, бір айда, 2 айда бір жерлерге көрсетіп, солай жазып алатын ауру шығар деп ойладым. Бірақ ол ауру туралы, жаңағы бұзылыс туралы менде ақпарат болмағандықтан, оны қабылдаған жоқпын. Жоқ, қабылдаған жоқпын. Ол кезде ондай ашатында мен уақытым болған жоқ. Қабылдамадым. Бірақ сол сәтте Мақпал ханымды кінәлаған жоқсыз ғой, Көбінесе ер азаматтар жиі естимін, өзімде көріп жүрмін, әйелден кінә бар сияқты, анасынан кінә бар сияқты, соның тұқымында бір нәрсе дұрыс емес сияқты, бізде ондай болған жоқ қой, мүмкін емес менен кінә деген сияқты жауапкершілікті өзінен алып тастағысы келіп тұрады. Иә. Енді артынан келе біраз депрессия болды. Әйелімде, өзімде де. Бірақ ондай кінәлау болған жоқ.
мен кінәлаған жоқпын ешкімді. Енді ондай жоқ отбасымызда. Біреуді кінәлау ондай. Неге менің балам деп ойлаған жоқсыз? Неге менің балам деп Не істеп ойладым. қойдым мен? Бірақ кейін келе ойладым. Енді басында жаңағындай әр жерге жүгіріп тез емдетіп алам деп ойладым. Бірақ жаңағындай артынан бүкіл әлемде менің балам ғана осындай бұзылысқа шалдыққан сияқты бір күй кештім. Тек қана мен, балам, жалғыз өзіміз ғана. Неге деген сұрақ болды, сіз айтпақшы. Жауап таба алмадыңыз ба? Жауапты таптым. Шолпан Айымғалиқызы сол жауап тауып берді. Бағыт бағдарын көрсетіп. Бірақ Шолпан ханымның айтуы бойынша, Мақпал ханым жаңағыдай баланың ерекшелігін түсінеді, одан кейін ізденеді, мамандарға апарады, диагностикадан өткізеді, бірақ сіздер бармайсыз ол кезде, Мен апарып алып келем. Бірақ басында қабылдамадым да, қолдаған да жоқ. Артынан біраз уақыт өткеннен кейін жарайды енді деп қайта-қайта жылап, қайғырып, ойлап жүргеннен кейін жақсы деп апаратын жеріне апарам, келем болды. Апарып, аман сен апарып алып келем. Сіздер барғансыздар 1 жас 9 айында, да, диагностика? 2 жасында ғой. 2 жасында. Таман Семей қаласында ол кезде Шолпан Айымғалиевна. Сол кісіге кірем, апарам, кісі кірмейді, машинада отырады, өзің кіргіз кел деп. Шолпан Айымғалиевна кіргенде қарайды да, сразу айтады. Рас деп, расстройство аутистического спектра деп, балаңызда телевизор көрсетпеңіз, сотқа бермеңіз деп. Содан кеп айтам, жолдасыма машинаға кіріп айтады, жоқ, айта береді, қош, бұл кісілер сөйлей береді, бизнес деп айтады. Сосын үйге кеп телевизорды өшірем, сотканы өшірсем, қайтадан қосып береді да, бәрі баламыз осылай өсті ғой, телевизор көрді, наоборот дамиды деп. Жоқ, сол мені ерегесіп жүріп, мен де көрсеткен жоқпын, қазір де әлі күнге дейін не телевизор, не сотка сұрамайды да, көрмейді да. Енді сол кезде негізі көп ата-ана уақыт өткізіп алып жатады, бұл кісілер дер кезінде барған, бірақ сіз мойындамағаннан кейін созылып кетті, бұл процесс? 1 жылға созылды. Мойындамады, сосын біз Семейде томатис алдық, ай сайын барып, 10 күнде, 10 күн сайын. Ай сайын барамыз, 10 күн аламыз. Сол кезде келгеннен кейін бізде дефектологтар жоқ болады. Ондай орталық жоқ, Аягөзде ондай вообще жоқ, ешкім білмейді да. ПМК бір Гароноға деген жіберді 3 айға. Ол Гаронамыз аптасына 3 рет, бір күн свет болмайды, бір күн аяз дейді, бір күн су ағып жатыр деді, бір күн бала ұйықта қалады, сомен 2 рет барды. Сомен барған жоқпыз. Содан балабақшаға бердім. Мемлекеттік балабақшаға бердім. Қабылдады ма? Қабылдады. Бірақ енді бергеннен кейін уже тәрбиешілер уже бөле бастады, қарамады. Алып кеткен сайын жылап, қайтып жүрдім солай. Ақырында шақырып, сол ал кетіңдер балаларыңды балабақшадан деп. Біз бұндай баланы қарай алмаймыз деп, сомен Астанаға кеттік. Сол кезде Астанаға көшуге бірден келістіңіз бе? Әдетте туған жерін, елін, дос, бауырларды қимай жатады ғой ер азаматтар, Сол жағы ауырлау болды маған. Басында 2 рет осылай әйелім Астанаға барайық деп Семейде де көрдім, көп жоқ орталықтар, Аягөзде тіптен жоқ. Астанаға барып сол жақты көрейік дегенде 2 рет оқталып барайық деп. Мен бармай қойғам. Жаңа бас тартып. Бәрібір түбегейлі сенбедім де, өз-өзіме де сенімсіз болдым. Бір жағынан жаңа 40-қа жақындағаннан кейін өмір бойы бір жерде жұмыс істеп, сол өңірде жүргеннен кейін енді басқа жақ маған жат болды, бір жағынан енді қорқынышта болды. Мамандығыңыз қандай еді? Мамандық негізінде дене шынықтыру пәні мұғалімі оқыған мамандығым. Әскери қызметші болдым 20 жылдай. Бұл кісілер уақытылы келіп отырды ғой, ең басында келген кезде 2 жас неше ай болдыңыздар? Сонда сіздің есіңізде ме? Ең алғаш келген сәті Мақпал ханым? Бұл кісілер келген, бірақ әкесі сыртта отырған, кірген жоқ, мамасына барлығын түсіндіріп айтамын, балада рас белгілері бар екенін, бірақ бұл кісі жеткізе алмаған ғой, әкеге жеткізе алмайды да. Бізде расымен де күнделікті қаншама ата-аналар келеді, ана келеді ғой, ана шырылдап отырады да,
әкеге жеткізетін кезде әке оны қабылдамайды. Ол жаңағы тұмау сияқты, бұл бір-екі жаңағы томатиске барғаннан кейін емделіп кететін сияқты, бір-екі рет дәрі ішкеннен кейін емделіп кететін сияқты болып, бұл кісі солай ғана жеңіл-желпі қабылдады. Бірақ енді ана қанша шырылдап жүрсе де, бұл жерде әкеден қолдау керек болды да. Енді мамандар жоқ. Мысалы үшін бұл кісілер жарайды, әкесі естіген күннің өзінде де томатиске алып келді, бірақ бұның өзі мысалы тасқа бір шелек суды құя салғанмен бірдей болады. 10 күнде алған томатис ешқандай да әсерін бермейді. 10 күнде алған дәрі-дәрмек әсерін бермейді. Ол тамшы тасты жарғандай үздіксіз бұл дағдыларды қалыптастыруға арналған сабақ болу керек те. Үздіксіз сабақ па, үздіксіз коррекция. Сол кезде ғана результаты болады да. Ал ол жақта маман болған жоқ. Психологтар болды енді Аягөз қаласында. Бірақ бұндай жеке меншік коррекциялық орталықтар жоқ. Жаңағы аптасына 3 рет ПМПК-ға ғана бардық дейді. Содан негізі бұл кісілерді жалпы осы ата-анадан ең бірінші ауызбіршілік, сол кезде ғана балаға результат болады да. Ол ана мен әке екеу екі жаққа тартқанда бала айдалада қалып қояды. Қосыртан қамшы енді болады дейсіз. Иә, соның өзінде мысалы мен ортаға неше жыл сала, 2 жыл салғаннан кейін, екі жастарыңызда бір келдіңіздер, одан кейін 4 жасында 4-тен аса келдіңіз. Аягөзге келді деп естідім. Сосын жолдасым айтамын, апарып көрейік тағы да деп. Бұл кісі айтты, немеге апарасың? Бәрібір соны естисің ғой. Ондай емес бәрібір деп. Мен бой бермей апарайық деп апардық. Бұл кісімен келісіп, сосын тағы да өзім кірдім Аягөзге келгенде. Сол кезде бұл кісі далада тұрғанын көріпті жолдасым. Соны папасы қайда деді, далада дедім, шақырыңыз деді. Соны папасын шақырдым, кірді. Содан папасының ойы өзгерді ғой, Шолпан Айымгайымнан сөз естігеннен кейін. Сізге әйеліңіз емес Шолпан ханым айту керек болды ма? Солай болды. Неше рет осылай сыртта тұрып кететінмін, бірақ енді әйелім енді түсіндіре алмады емес, түсіндірді, айтты. Бірақ білмеймін, мына негізінде жалпы еркектің психологиясында сондай бір әлсізді негізінде. Шындығын айтатын болса, біз тәніміз мықты болғанмен, жаңағы ойымыз бәрі мықты болғанмен, бірақ андай бір сондай бір келеңсіз жақтарды, қайғылы сәттерді, сондай бір тағдырдың бір ұратын жерлері болады ғой. Жаңағы баланың бұзылысы сияқты, соны еркектің қабылдау өте әлсіз болады екен негізінде. Енді оның бәрін естіп тұрмын, бірақ қазақтың жалпақ тілімен айтқанда менің балам ауру деген нәрсеге дайын болған жоқпын. Сондықтан бар ақпаратта андай жеңіл Жамшитке барып емделе сал, мына жақтан укол ала сал, ана жақтан ТМС ала сал, емшіге бара сал, бүйте сал, сөйте сал, мен сондай жерден шығады деп әркім енді көңіліңді жұбату үшін айтады ғой. Жоқ, ауру балаға ұқсамайды, бәрі сөйтіп өседі, ештеңе етпейді, сөйлейді деген сөздердің бәрін өзіме бас оғып қабылдап жүрдім да, жаңағы ақпаратты қабылдауға батылым жеткен жоқ. Бір жағынан Шолпан ханым не айтты сіздің жаңағыдай сол кезде қабылдауыңыз үшін, не айтты, қандай сөз айтты? Мүмкін сүйегіңізге бір сүйектен өтетін сөз айтқан шығар. Сол мәселе сонда болып тұр. Мен сыртта тұрдым, әдетінше сыртта тұрдым, содан кейін әйелім шықты да, сені шақырып жатыр деді. Содан кейін қарадым да, кім шақырып отыр, немеге шақырып отыр? Шолпан Айымгелдин сені шақырып отыр деді. Содан мен емес дейді. Соны айтты, кірсеңші, соны айтады өзі деп. Содан кірдім. Кіргеннен кейін баланы толықтай көрсетті, диагностика жасады, баланың бұзылыстарын, қай жерінде қандай кемшіліктер бар екенін барлығын айтты. Содан кейін бірақ айтқан сөз есімде, сен баланы қолыңнан инвалид жасайсың. Бала 180 градусқа өзгеріп, толықтай жазылып мектепке кетіп қалмайды, бірақ өзін жаңағы туалетіне барса да, тамағын ішсе де, ол кезде қасықта ұстай алмайтын. Қасығын ұстаса да, магазинге барып келсе де, өз-өзіне қызмет жасайтындай жағдайға жеткізуің керексің. Бүгін балаң 4-те, ертең балаң 24-ке келеді. Сол кезде сен қалай өзін басын ұрып, біреуді ұрып, немесе қасық ұстауы ұмытса, сен қалай ары қарай өмір сүресің? Сен сол жағын ойлан деді. Сол кезде білмеймін, бір денемді тоғырғандай болды, негізінде, сол сәтте. Сон Шолпан Айымгелдина да өзі қарап тұрды, сон көзіне қарап тұрып айттым, сіз қай жақтасыз деп, Астанадамын деді. Барам сізге дедім. Қайтып келесің деді, білмеймін қалай келетінімді, өзі білмеймін енді, сол жан дүнием арпалысып атты. Бірақ айттым, барам дедім. Сол сөз қатты ауыр дейді. Өзің сен
сен өзің балаңды қолдан инвалид жасап отырсың деген. Сол негізгі сөздің кілті болды. Бірақ бұл сізге бұл сөз өткен екен, кейбір азаматтарға бұл сөз де өтпейді ғой. Иә, бірақ ол кезде Ибрахим дәретін сезбейтін. 4 жастан аса бала дәретке сұрана алмайды. Үлкен дәрет болсын, кіші дәрет болсын, памперске отырып жүре береді. Сол кісіге де айтамын да, міне дәретін сіз осы уақытқа дейін сіз ғана ауыстырады екенсіз. Ал сізге ол оңай ма, мысалы үшін? Енді ол үлкен адамның тамағын жейтін баладан үлкен адамның дәретінде иісі шығады. Дәл сол кездерде ол ауыстырудың өзі ер азаматқа, енді былай ер азаматқа үлкен ауыр. Ол кезде өзіңіз ауыстырып жүрдіңіз ғой, иә? Мен өзім ауыстырып жүрдім, әйелім жұмысқа шығып кетті. Өте ауыр сәт болды сол мен үшін. Жаңа жұмысымдағы вақытым жоқ болғанда жұмысымдағы қыздарға рахмет, солар келіп ауыстырып жүрді. Жұмыстағы ұлдар келіп қарап жүрді, менің уақытым жоқ болған кезде ауызбіршілігіміз жақсы болды. Көбінде өзім ауыстырып, өзім жуып, өзім соның бәрін көріп жүрдім. Бір жағынан солай көргенде дұрыс болды ма деймін. Содан кейін Шолпан Айғанқайұлына жаңағы сөздерді айтқаннан кейін, содан кейін барып өзгерді мен. Содан кейін уәдеде тұрдыңыз ба? Қанша уақытта келдіңіз Астанаға? Бірақ бұл кісі уәдесінде мен енді маған диагностикаға келген әрбір ата-анаға мен жай ғана қарап балаңызда мынандай бұзылыс деп жібермеймін. Келген кезде міндетті түрде ата-анаға тапсырма беріп жіберемін. Ол кісі мүмкін болашақта маған келеді, мүмкін келмейді, бірақ келген күннің өзінде де кетіп қалса да ол кісіге бір пайдам тисін деп, бұл кісіге дәретті сезетін арнайы дәретке арналған жаттығулар беремін. Осы 3 жаттығуды беремін. 3 жаттығуды 3 ай тоқтатпай орындайсыз деп айтамын. Яғни баланың жаңағы интерцепциясына арналған жаттығуларды айтам. Бірақ бұл кісі кәдімгідей өзіне жауапкершілікті алады да, соны жасайды. Соның арқасында қанша уақытта сезіп бастады? Бір ай көлемінде бала үлкен дәрет мен кіші дәретін сезді. Астанаға келдік, сол күннен бастап өзі уже туалетке барып, дәретіне барып сөйтіп жүрді. Кіші дәрет, үлкен дәрет. Бір айдан кейін келдіңіздер, иә? Бір айдан кейін емес, бір сіз кеткеннен 10 күннің ішінде біз жиналдық қой. Сол кезде келіп алдыңыздар ма? 10 күннен кейін. 10 күнде мен 5-шіме босанып 40-нан шыққанбыз. 40-нан шықтық, сразу келдік. Тәуекел ғой бұл. Иә. Военный жұмыс дейді. Жұмысын тастап, өзінің туған жерін тастап, басқа қалаға қоныс аудару, жаңа сізге берген сөзінде тұру. Тәуекел деп ойлаймын. Келгеніңізге өкінбейтін шығарсыз, иә? Қазір қандай нәтиже бар сіздерде? Нәтиже өте жақсы. Қазір сол ең бірінші мықты нәтижеміз сол дәрет болған. Енді керемет қуандық. Қуанышымызда шек жоқ. Сол сәтте енді есімізге алсақ екеуміз енді керемет қуандық. Өйткені сол ең ауыр болды. Бізге сол жетістікті жетер еді негізінде. Бірақ әдетте біз біреуін көргеннен кейін тағы. Содан кейін Шолпан Айғанқайұлына түсіндіріп айтып отырды, барлығын жасап отырды. Қазіргі таңда енді бала өз-өзін тырнап жылайтын, айғайлайтын, самоагрессия, жаңағы агрессиясы болатын, ел тұратын, соның бәрін қойды. Жаңағыдей өз-өзінен түнде оянып жылап 2 сағаттай тоқтамай жылайтын, айғайлап. Оны да қойды. Кішкентай балаларды далада ұратын. Балаларды ғана. Оны да қойды. Қазір бір сөз, 2 сөзден түсініп келе жатыр. Қазір андай жестикуляция дейді ғой, қолмен көрсетіп, сөйтіп айтатынбыз, қазір өйтіп айтпаймыз. Қазір ауызбен айтсаңыз. Бұған қанша уақыт керек болды? Бұған осындай оң нәтижелерге жету үшін 1,5 жылдай, 1 жыл мен 1,5 жылдың арасында. Бұл сіз қабылдап қолға алғаннан кейін осындай нәтижелер, иә? Егер оны ертерек бастағанда ғой шіркін деген бір өкініш бар шығар сізде. Бірақ өкініш сол ғана. Егер білгенде, онда жаңағындай қабылдамай, қолдамай жүргеннен көргенде, мен бірден Астанаға кетіп қалушы едім. Бірден келіп мамандарға көрсетіп, іс-шараларға кірісіп кетер едім. Сол бірақ өкініш. Қараңызшы, сізді қазір қаншама әке көріп отыруы мүмкін, иә? Сол ең қиыны бұл жерде жақсы, балаңа сондай бір диагноздың қойылуы, бірақ әкенің қабылдамай, керек ақшаңды тауып бермей саған, тауып берген күннің өзінде бұл бекер желге ұшып жатыр, біреулерді байытып жатырсың, уақыт өткізіп жатырсың, не үшін барасың, сол сөзді есту үшін барасың ба, одан да Google-да ашып қарай салдың, неше түрлі әкелердің әйелдер жеткізіп жатады. Осындай әкелерге не айтар едіңіз қазір? Не істеу керек? Диагнозды айтты. Бұндай әкелерге енді айтатыным, өзім алдыма, қазіргі кезде де мамамын ғой, алдыма келеді ата-аналар әрқашан мүмкіндік болса әкелермен де сөйлесіп жатам, айтып жатам. Жалпы енді айтатын ақылым, ең бірінші баланы
әйел адам сезеді. 9 ай көтеріп 2 жыл емізгеннен кейін ол әйелге жақын. Қазақта сөз бар ғой, әкенің жақсылығы жездеде аяқ деген. Ең бірінші әйел адам сезеді. Әйел адам сезіп дабыл қаққаннан бастап, әйел адамның аузын жауып, оны қолдамай, оның бәрі өтірік деп, жалған намыс, жалған ақпарат, сондай нәрселермен әйеліңізбен арпалысқанша түсініп, мамандарға апарып, тексеріп, барлық анализдерді тапсырып, бірден күреске бел буып, қолды түріп, сол баланың бұзылысына қарсы күреске шақырам. Бірден сондай жұмыстар атқарып, әйеліңізбен бірге, өйткені әйел адамға қиын болады. Өйткені баланың далада жүріп бір аяғына тікен кірсе, үйде отырған ананың жүрегіне кірген сияқты сезеді дейді ғой. Ал әкелер біз олай сезе алмаймыз. Тек қана қамқоршымыз ғой біз, асырап жеткізуші. Сондықтан да әйелдеріңізді қолдап, баратын жерлерге барып, Құдайға шүкір, қазір енді ол 2 жыл бұрын ғой, бізде ондай көп ақпарат болған жоқ. Қазіргі таңда енді ақпарат көп, барлығымыздың қолдарымызда смартфон, қарап біліп, үйреніп, сол нәрсені жасап, әйелдеріңізге қолдау көрсетіп, одан кейін мынандай нәрсе бар, мамам болсын, әйелі болсын, мысалы сондай жаңа балам бұзылсын, осындай жерге апарам деп жаңағындай айтса, жаңағы сияқты оларды байытасың ба, оның бәрі өтірік деп, сол айтқан әрбір сөз, әрбір сенімсіздік, тіпті алдында мықты маман тұрса да, сенбей сынап алып келетін ата-ананың баласында жаңағы нәтиже болмайды. Оған көзіміз жетіп жүр, өзім де көзім жетті. Өз өмірімнен өтті, сол өзім де сенбеген адаммын ғой сол. Ал егер де қайда берсең де, кімге берсең де, маман әлсіз болсын, мықты болсын, практикасы бар болсын, жоқ болсын, тәжірибесі, маманға беріп, сеніп, тапсырып, сол маманмен бірге айтқанын бәрін тыңдап күрессе, жаңағы балада жақсы нәтижелер болады. Содан кейін әкенің қолы керек. Үйде жаттығу жасатқанда, тіпті бассейнге апарса да, қолынан жетектеп жүрсе де, әкемен жүрген бала мүлдем басқа ғой. Мүлдем басқа. Бізбен аналармен жүрген бала бір қыз сияқты бола ма, бір еркелейді, қылықтары да бір түрлі болып кетеді, босанысып барғысы келмей қарсыласады, мысалы. Қалай әкеге ертіп жүресің? Өйткені сарбас сияқты ана деген мейірім ғой, анадан махаббат пен мейірім күтеді, қандай бала болсын. Ал әке сыншы, әке қатты қарайды балаға. Жаңағы ары қарай өмірге бейімдейді. Иә, сондай бір жағдайлар болады. Мысалы, өз ұлымды да жаңағыдай жаттығу жасатқан кезде мамасы анда-санда кіріп алады. Мен шығарып жіберемін, қайта кіріп алады. Сен қинайсың деп. Мен бірақ қинаймын, аямай. Жастыққа басым тигенде ғана жаным ашиды, неге үйттім деп. Бірақ жаңағы жұмыс орнында мен аямаймын баланы. Жаңағыдай қинаймын, бәрін істетемін. Соның арқасында Аллаға шүкір нәтиже бар. Басқалардың балаларын аяйсыз ба? Өйткені қазір білуімше сіз Шолпан Айымғали қызының орталығында АФК маманысыз, иә? Иә, АФК сенсорлық. Неше түрлі балалар келіп жатыр ғой алдыңызға, бұзылыстары да әртүрлі. Аяйсыз ба өзгенің баласын? Өз баламды аямаймын деп отырсыз? Аямаған деген, жаңағы балаңды аясаң аяма дейді ғой. Бұл арада енді жай баланы аясаң аяма дейді. Ол норм бала, жай бала. Ал енді бұзылысы бар баланы елпелектеп оны еркелетіп, қайта-қайта шейіндеп тұрған суын аузына құйып, ұстайын деп тұрған қасығын қолмен ұстап тығып жеріп, киімін кидіріп жеріп, сол да еркелеткен деген. Сөйтіп аясаң, ол балада даму болмайды. Ол баланы жаңағы алғаннан кейін жаттығу жасатқанда, тағы да басқа жаңағы істер істеп атқан кезде бала жылайды. Бала жылайды, мама деп жылайды. Сол кезде аналар шыдамай жатады. Соның бәрі болмас үшін мен алдын ала ата-анамен сөйлесем, ең бірінші ата-анамен сөйлесем, түсіндірем, айтам, сізден түсінік керек, шыдамдылық керек, камерадан қарап отырыңыз, бәрі біткеннен кейін түсіндіріп айтам, ешқай жерін қолын қайырып, қабырғасын сындырып, ондай нәрсе жоқ. Бала істемейін деп қана жылайды, бірақ жылайды, қояды. Артынан нәтижесін көріп, ата-аналар қуанып, рахметін айтып, ата-анаға да айтам, үйде де жаттығу жасатқанда сондай бір істер істегенде, болды, мейірім, махаббат, еркелету, сіздің балаңыз екен, бәрін алып тастау керек деп. Енді мен өзімді сөйтіп үйретті Шолпан Айымғали қызы. Содан бері бұл кісілер негізі ең алғаш Ибрахимді үйреткен кезде осы жаққа көшіп келеді. Енді военный жұмысынан шығып келеді. Сол кезде квартирада тұрған кезде фильтр су жоқ қой. Астыға барып су тасиды. Фильтрдан, сырттағы көшедегі фильтрдан су тасиды. Сол суды тасытып бастады. Проприцепцияны дамытуда. Бұл кісі екі жақтан екі жақ баклажканы береді, сонымен тасытады. Содан кейін
ең алғашқы үйренгені қуанып келіп айтады, осылай тиынды салды, содан кейін бұрады, алды дегеннің өзі бала үшін еш нәрсеге қарамайтын, зейінін тұрақтата алмайтын, естіп қабылдау, көріп қабылдауының барлығы төмен балаға, ол бүгін интеллект деңгейінде ол өте үлкен прогресс болды да. Суды өзі алады, тиынын салады, алып алғаннан кейін оны үйге тасиды. Алғаш бұл кісілер сөйтіп бастады негізі жұмысын. Енді бұл кісінің мамандығы жаңағы дене шынықтыру мұғалімі болды да, енді қайтадан айналып осы армиядан кейін, военный жұмыстан кейін қайтадан бұл кісімен біздің қазір орталықтың психолог ретінде жұмыс атқарады. Өзі қайта даярлаудан өтіп, мына АФК адаптивный физкультура мұғалімі бір жағынан әкелер қабылдамаған кезде мен бірден бұл кісіге жіберем. Неше түрлі әкелер болды. Тіпті менің көз алдымда анасын ұруға дейін барды. Маған ашуланып, болдыңыз ба деп тұрып, ашуланып, есіктің көзінде тұрып, ол кісіге келіңіз, отырыңыз, мен болған жоқпын сөзімді әлі. Міне сол кездерде анасына айғайлап, ұйықтатып, бала жылайды ғой енді, келген кезде ол бөтен атмосферадан бала жылайды, ол нормотипичный бала емес, дизандогенез бала. Сол кездерде айттым, мен саған бүгін келмей ақ қояйық, ұйықтат деп айттым. Кәдімгідей дауыс көтеріп, анасын бүйтіп нұқып жіберген әкелер болды. Бөтен біреудің алдында, мысал үшін, міне сондай кездерде осы кісіге ақырындап жіберемін деп, бұл кісінің папасын шақыртыңыз, баланы папасы алып кетсін, әрмен қарата сөйлесіңіз. Бұл кісі уақытын арнайды, және де сол әкеге. Яғни бұл кісі енді қателігімді қайталама деген сияқты жеткізем екен, білмеймін, әйтеуір бұл кісі әкелердің барлығы арыстандай айбатты болып кірген әкелердің қалай мысын басасыз? Енді еркектің тілін еркек түсінеді ғой, әйелдің тілін әйел түсінеді. Енді қазақта сөз бар ғой, енді жынның тілін жын біледі деп. Сол сияқты енді еркекпен енді еркекше сөйлесеміз, енді түсіндіріп айтып, намысына тимей, жаңағы еркекте бір идеология болады ғой енді. Ол әлсіздігін білдірткісі келмейді. Әлсіз болса да жаңағы басқа эмоцияға да берілгісі келмейді. Сондай өзінің бір жақтары бар. Сондықтан енді әкеге түсіндіріп айтам. Қазір енді түсінем, сен жұмысың бар. Кешке келесің, енді міндетімді орындап келдім деп шаршайсың. Бірақ оның бәрінен бұрын қазір сен балаңа көңіл бөлмесең, күніне жарты сағат немесе 1 сағат, сенбі жексенбі күндері сенің қолың міндетті түрде керек. Әйел адам ол мейірімді, махаббаты көп. Ол әйел адам жаңа жаттығу жасата алмайды, бассейнге түсіре алмайды. Жаңа кейбір суық болып, кейбір жаттығулар жасамаймын дегенде, оны қабағыңды түйіп тұрып жасататын ол еркек адам. Сондықтан сен жасатуың керексің деп сөйтіп барлығын түсіндіріп айтам. Қанша әке келді алдыңызға? Енді санап көрмеппін. Шолпан ханым, мысалы сіздердің бәріңіздің бұрынғы қай уақытта келдіңіздер, қай жаста келдіңіздер, не істей алушы едіңіздер, одан кейін нені үйрендіңіздер, барлығы бұл кісінің есінде екен. Бұл кісінің алдынан енді мыңдаған бала өтіп жатыр ғой. Ал сіз қанша әкемен сөйлестіңіз? Шамамен өзіңізге есеп жүргізесіз бе? Қанша әкені көндірдіңіз? Шамамен айтатын болсам, енді осы 2 жыл көлемінде менде 1 жыл көлемінде 12-13 баладан болды, одан кейін 17 баладан болып жүрді. Солардың ішінде бір енді 60-70% арасында әкелер алып келіп қалады. Кейбір балалар таза әкелер ғана келіп отырады. Енді сондай жағдайлар болды. Енді шамамен цифрмен айтпай ақ қояйын, енді бір 70% әкемен сөйлестім, сол алдыма келген балалардың. Бәрі айтқаныңызды істеп жүр ме қазір? Бәрі емес, көбі шындығын айтады. Істете алмадым, уақытым жоқ, істемедім деп. Содан айтам, енді әкенің қолы керек, әкенің қолы міндетті түрде керек. Бұл балалар жаңағы ақыл саналары дұрыс болмағандықтан бұларда инстинкт өте қатты дамығанда, жаңағы асау жылқылар сияқты бұлар сезеді. Сол кезде бұл ананы да сезеді, әлсізді де сезеді. Жаңағы өз маманың өзі бүйтіп қорқақтап отырса, оны да сезеді. Сол сияқты әкені де сезу керек те. Әкенің жаңағы қасында жүргенін, қолын ұстағанын, мыжғылағанын, сондай нәрселерін сезу керек болады. Иә, мысалы менің ұлым маған мені жақсы көріп, жаным, күнім деп мен айтқан сөздерін өзіме қайталап, иіскеп, құшақтап сүйеді. Ал әкесімен басқаша ойнайды. Әкесімен ер азамат жақсы барып ұрып кету, басып кету, үстінен барып секіріп өту, я болмаса жұлқы бірдемені тартып алу, осындай дүниелерді істейді. Яғни біздің жаңағы ұлдарымыз өзіміз жаңағы әкелері көп жағдайда кіріспей жатқаннан
Иә, бұл кісілерге мысалы енді расымен де қазір антиреклама дегендер де болып кетті. Реклама бойынша да жүріп, қанша жан-жаққа Жамшитке бардым, Өзбекстанға бардым, ана тоқты алдым, мына желкеден салатын мына уколды алдым деген неше түрлі Емшілерге бардым. Емшілерге бардым дейді. Енді түрлі бар да, қазір маркетинг заманында. Сол кездерде бұл кісіден жіберем, бұл кісі басынан өтпегені жоқ. Былай қарап отырсақ, Жамшитке де бардық, Ташкентке де бардық. Мен Ибрахимге өзі методиканың барлығын қолданып көрдім. Маманға айтам, бүгін Ибрахиммен осын жасайық. Мына дәрігерге барып айтам өзім. Енді өзім психиатрияда енді 2009 жылдан бастап істегеннен кейін психотропты дәрілерді де, натропты дәрілердің барлығын білем де, қай балаға қалай әсер ететінін. Содан дәрігерлермен өзім сөйлесіп, осы дәріні көрейікші қалай болады екен. Мамандарға айтам, дәл осы методиканы көрейік, істеп көрейік деп. Барлығы Ибрахим арқылы өтеді бізге. Сонда бұл кісілер Жамшитке барып, бір емес 2 рет барып көріп келеді де, барам деген ата-ананы бірден осы кісіге жіберем ғой. Сөйлесіңізші деп. Бар дейсіздер ме Ташкентке? Жоқ. Бұл кісі сұрайды ғой енді баланы әкеп жүрген. Бұл кісі жоқ дейді. Енді 2 рет бардық өзіміз. 2 ретінде де нәтиже көрген жоқпыз. Ана жердегі енді Қазақстанның жүргеніне толып жүр ғой. 90% Қазақстан бардақ қой ана жер. Очередте тұрасыз, таң атқанша да жүреді. Сонымен ұнамады. Бірден еще нәтиже көрген жоқпыз. Содан кейін барғанмадық, 2 рет бардық. Енді талай емді бәрін Ибрахим арқылы көріп жатыр екенсіздер ғой, біраз жерге барыпсыздар. Кімдерге бардыңыздар, қандай емдерді көрдіңіздер? Және қайсысына барудың қажеті жоқ, уақыт кетіру, ақша кетіру деп айта аласыздар? Енді түрлі емдердің түріне бардық. Енді емшілердің ішінде енді Құранмен емдейтіндер болады, дем салып. Соларға баруға болады. Ал енді қалған жаңағы тамыр ұстап, тағы да бір нәрсе істеп, ондайларға баруға болмайды. Содан кейін 10 күндік, 5 күндік сондай бір бетіне укол салып жіберем, мойнын жаңағы массаж жасап берейін, мойнындағы атлантасын түзеп берейін, болды сөйлейді деп бір әйелге мен доктормын, профессормын деп, оған 15 минутта 80 мың теңге ұстап жүрген күндеріміз болды. Оған да орындық. Сондай бір жеңіл желпі болмайтын бір емдердің түрлері көп енді қазір. Сондайларға сенудің еш қажет жоқ. Жаңағы көңіліме жаққаны сол негізі Жамшитті да енді жамандамаймын. Бәлкім оның өзінің бір жаңағы қадағалай алмай қалған кездері, бір дұрыс қарай алмай қалған кездері болған шығар. Енді адами фактор ғой, енді адамның бәрі енді идеальный емес. Кішкене бір тазалық болмады, адамдар агрессивный болды, ақша деп тұратын Мынау балаға егетін укол бар ғой, соның құрамын айтты ма сіздерге, не егіп жатқан? Құрамын әйелім көп сұрады соны, әрең айтты, артынан бір жазып берді. Өйткені көп ата айтады, айтпайды, бәріне ортақ бір уколдар деген. Бәріне бірдей укол, қандай диагноз болса да сол уколды салады екен. Өздері дайында қояды. Біз фамилиямызды айтамыз, болды кіреміз, сол қай укол сап жатыр, не сап жатыр, айтпайды. Сосын мен ана жерде врачмен ұрысып, соны фотоға түсіріп алдым. Сонымен бір 3 түрлі укол, ол жай укол, жамбасқа салатын укол екен негізінде. Қазақстан врачтар айтты, бұны жамбасқа салатын укол деп. Бірақ ол жақта желкеден салды. Желкедегі жаңағы орталық жүйке жүйесіне жақын салады, құймышақтан, олардан да жүйке жүйесіне жақынырақ құймышаққа қарай салады екен. Жаңағы жазып берді. Одан кейін сол массаж, тағы да сол ТМС-дерінің немесі көп екен. ТМС 8 герц береді олар. 8 герц береді екен. Ол ауыр екен. Негізінен 0,5 беру керек екен. Жамшиттің осы өзімен осы туралы сөйлескен мен. Балаңызға откат болған жоқ па? Балаңызға бір қиын тиіп, қиналып? Раздражительность болды, агрессиясы көп. Агрессиясы оянды бізде. Содан оянтып алдық агрессиясын. Оған дейін бізде агрессия болған жоқ болатын. Дірілдеп, жылап, сондай жағдай болып кетті. Қиын күйге түсті енді. Содан бастап кішкентай қызға тиісуді, содан бастады ма? Ұруды, бөтен балаларға тиісуді. Агрессиямыз оянды, одан кейін мен босандым. Босанғаннан кейін кішкене өскеннен кейін уже еңбектей бастағанда кішкентай қызыма күн көрсетпеді, шаштан жұлатын болды. Еңбектеп бара жатса итер қалатын болып. Отырса да итер қалады, сосын андай басынан неме кидір қойып жүрдік. Қазір шүкір Аллаға басылды.
Қазір ондайымыз жоқ, ұрмайды. Қазір кішкентай қызым өзі үйретіп алды ғой. Соны тыңдайды қазір. Бұл кісілерде бір күні келді, настроениялары жоқ, түні бойы ұйқы жоқ, бала жүгіргеннен деді ма, жылағаннан деді ма, осы как раз өзі міне енді деп Астанаға көшіп келген болатын. Енді мен айтқаннан кейін, бұл кісілер көшіп келгеннен кейін менде үлкен бір жауапкершілік болды да. Енді былай қарап отырсақ, не үй жоқ, не жұмыс жоқ, барлығын 5 бала шаға барлығын алып келіп, осы жаққа енді қымбатшылық былай қарап отырсақ. Не мына жақта бір жарайды бұрын келіп, осы жақта туған туысқанның барлығы орнығып алған болса да, әйтеуір көмектеседі ғой деген бұл кісілер өздері ғана келді де. Енді балаға деген енді біздің жауапкершілігіміз 2 есе болды. Не істейміз енді? Максимально осындай бір жауапкершілікпен келіп тұрғаннан кейін бізге үлкен бір күш болды. Сол кезде мынаны жасайық, жасап жүрміз жұмысымызды. Бір күні келеді, көршілер жалып жасады, шағымдар түсіп жатыр, милиция келді дедіңіздер ма, әйтеу түнде жүгірді деп. Сол кезде алғашқы қоғамның, енді ауыл жерлі білінбейді ғой, енді ондай балалар жүре берді. Дәл мына қалаға келген кезде қоғамның бұл кісілерге аутизмі бар балаға теріс қылығын алғаш көре бастады ғой. Бұл кісі талай төбелеске дейін барды, талай ұрысқа дейін барды енді бала үшін. Тіпті неге орамал таққан бір кісілермен қатты ұрысып қалған кездеріңіз болды, иә? Иә, өте көп жаңағы осындай сәттер осы Астана қаласында болды. Өзіміздің өңірде ондай болған жоқ. Осы Астана қаласына келгеннен кейін түнде жылап өзін тырнайтын. Соны жылап жатыр, түнге кейде тоқтамай өз-өзін тырнап жатыр. Мен қолым тырнап салған білектерім бәрін. Соны есік қағылды, шықты бір әйел, аяғы ауыр. Мен милиция шақырып қойдым, қазір көршілердің бәрі келеді. Әйелің мен балаң неге ұрып жатсың деп. Мен айтым ұрып жатқан жоқпын, баланың бұзылысы бар, осылай түсіндірдім. Сенбейді. Кіріп қараңыз десем кірмейді. Соны мен шулатпай қойыңыз. Енді осылай жағдай осылай болып тұр, сенбесеңіз енді көріңіз, міне баланы көріңіз деп қолыма қарап қойды, қолым бәрі тырналған. Түсіндіріп айттым. Содан кейін кіріп қарап, көзі жетіп, содан ренжімеңіз, осылай ойлап қалдық, енді түсінбей қалдық деп ең бірінші сәт ол. Осы жаңағы балаң жылайды деген. Енді одан кейін сан алуан болып жатты. Тіпті бас мешіттің ішінде бір жас жігіт түсінбей соның баласын итеріп жіберіп, балаңды ала тұршы, мына баланың справкасы бар еді деп едім. Ашуланып, справкасы бар деген сөзді ол жаңағы қалжың ретінде түсінген ғой, мен оны келеке қылып тұр екен деп. Содан ана жігітпен сол енді Құдай өзі кешірсін, сол мешіттің ішінде біраз жерге бардық. Содан ол жігітті артынан келіп құшақтап кешірім сұрап, мен білмеппін, кешір деп. Экспоның маңында да баланы қыдыртып жүргенде, онда да бір әйел енді аузына келгенін айтып, жаңағындай балаң жынды болса үйде ұста, саған балаң осындай болғаны ол Алланың көз түзу емес, значит есть за что тебе осындай баланы бергеніне деп орысшалап неше түрлі айтты. Енді көп болды осындай жағдайлар, өте көп болды. Бір кафедан бір үлкен ата кісі айғайлап қуып шықты, Ибрахим стақан шағып. Бұл помещение кірмейтін Ибрахим. Бет алып помещение кірмейді. Кейбір мәшинелерге отырмайды. Мәшинеге адам отырса қуып шығады. Көп неше түрлі жаңа агрессиялар болды ғой. Сонда енді көп сәттерді көрдік. Тіпті қайтып кетейікші қойшы болды, осының бәрін тастап деген сияқты сынып кеткен кездер болды. Енді өйткені ар жақта үйім бар, жағдайым бар, үй салып жатырмын қаншама. Енді адам болғаннан кейін жоспар бар. Жаңағы дүкен салып, жаңағы зейнетке шығып, сондай өзі адам жоспарлар болады ғой. Сөйтіп енді дем алам ба деген, енді 20 жылдан астам әскерде жүрген адам басқа арманы жоқ қой. Соның бәрін тастап бел ортасынан аттап өтіп келгенде енді мына жақта жеңіл болған жоқ, ауыр болды, қаншама сынақтар болды. Енді соны айту менің не көмектесті сонда сіздерге? Көбі сынып кетеді ғой. Менің психологым енді Шолпан Айынғалиқызы, осы кісіге айтам, осы кісі түсіндіріп айтады. Енді бұл кісі анандай кісі да, енді мен үшін сол алғаш мені осында келуіме де себепкер болған, енді алаң қалуымен әрқашан бұл кісінің сөзі білмеймін, мен жаңағы санама емес, жүрегіме бірден өтеді. Бұл кісі кішкене андай жауынгер кісі да, и мен бұл кісінің алдында ғана сынып кетем. Айтам, осындай жағдайлар отыр, шаршап кеттім, осындай жағдайлар отыр деп айтам, түсіндіріп. Содан бұл кісі айтады, жоқ, жұмыс істейміз, ары қарай тағы осыны істеп көреміз. Ол болмаса, енді айтам дейді, болмай жатыр ғой деген сияқты. Жоқ, ол болмаса басқасын істейміз дейді. Басқасын істейміз. Енді ол да болмай қалды ғой деп, мен ата-ана ретінде.
жоқ ол болмаса онда мынаны істейміз деп бұл кісі айта береді да. Осылай жалғыз кеткен кездерім болды, кеткім де келген кездеріміз болды. Соны жоқ, осы кісіге сенгеннен кейін аяғдайын жүрдік. Бұл кісінің жолдасы бар, Азамат Бағдатұлы. Ол кісі де мені еркекше апарып, жаңағы өзім ата-аналармен сөйлесем ғой, сол сияқты еркекше апарып ұрсып алады. Немене болды саған қызықсап, Ибрахим үшін жүрсің, сен бір арман іздеп, бір пәтер алайын, бай кетейін, бір бизнес ашайын деп келген жоқсың, балаң үшін жүрсің, Алланың көзі түсу саған деп бір ұрсып алады. Содан есім жинап қайтадан жалғастырамын. Сөйтіп енді осы уақытқа дейін келе жатырмыз. Енді оңай болған жоқ. Мына 2 жылым өтіп кеткен 40 жыл өміріммен бірдей болып кетті негізінде. Бірақ енді ауырлығы. Өмірге Ибрахимнан кейін бала келіп тұр ғой, қыз, иә. Қорқыныш болған жоқ па Мақпал ханым сіздерде? Мысалы мен әлі қорқып жүрмін. Мен қорқамын өмірге бала келуге. Және бұл көп ата-ананың қорқынышы. О бала ерекше болып қалса не істейміз? Екеуіне бірдей шамамыз жетпейді ғой. Я болмаса о балаға ана бала назардан тыс қалып қояды. Онымен кім жүреді? Ақшаны кім табады деген сияқты, иә, түрлі қорқыныш. Жоқ, ондай қорқыныш болған жоқ. Ойладым енді. Осы көмектесетін шығар. Тілін шығаруға сондай ниет болды. О баланы да көтергенде синдром Дауна деді. Тағы жыладым, не істеймін деп. Соны жолдасым айтты, Алла берді. Қандай бала болса да табасын деп. Сонымен тәуекел деп. Жоқ, қазір қуанам, шүкір. Баланы бетіне үңіліп бір ерекшелік іздеген сәттер болды ма? Өйткені мен қазір аналармен сөйлесем ғой, сол айтады. Ерекше баламнан кейін тағы бала өмірге әкелдім. Бірақ ана баланы көзбен көріп, оның сөйлеген әрбір қылығына мән беріп, жындыбық кете жаздадым. Иә, ай сайын қарап отырдым. Тексеріске апарып қайтадан. Иә, осы айда не істеу керек? Қараймын, оны істемей қалса есім шығады. 1 жасына дейін сөйлегенше дейін есім шықты. Тексеріп отырдым, қайта ай сайын мынаны істеу керек, 6 айында отыру керек, мынандай қылық істеу керек деп бәрін қарап отырдым. Бауырына қазір енді қандай не үйретіп жатыр қызыңыз? Қазір тамақ же деп андай ойнап, екеуі ойнайды, сонысына қуанам. Ибрахим мама деп кеше 2-3 күн болды, міне айтқап еді, мама, Ибрахимді өзі або деп қойбаған ғой, або мама деді деп. Сосын біз айтамыз, айтшы сен мама деп айтшы деп. Сонан айнам көзге қызыма қарап айтып жүр, ақырын енді міне 2 күн болды сол мама деп жүр. Соған қуанып жүрміз. Қалай күшті, иә. Біз өзі көп сол жаңағы қолдау, жаңағы жылы тартып, бізде осы тіптен сын кетпегеніміз осы самғау орталығында, осы Шолпан Айналдин қызының жаңағы алғашқы сол самғау орталығында істеген мамандар болатын өзі. Ардақ, Бақыт, Алмат, Елжас деген жігіттер, қыздар. Сол кісілерден көп қолдау көрдік. Бізді алғаш келгенде сол сынайын деп жүргенде жаңағы балғар немеге алып барып, Бурабайға алып барып қыдыртып, семьямызбен, бала шағамызбен әрқашан қолдау көрсетіп. Қолдау өте маңызды, қажет қой. Көп қолдады. Рас, өйткені енді бұл кісілерді орталық болып, біз енді 4 орталықтың сол 2-ші орталығында, сол үйдің жанында, мына Жаңа вокзал ауданы жақта, бұл кісілер Нұрлы жол вокзал ауданында жақта тұрады да, сол жердегі орталықта жүрді. Сол жердің администраторы бұл кісілердің нянкасы болды. Енді бұл кісілер жұмыспен ар жаққа барған кезде үлкен балаларға алып қалады. Сол үлкен балаларын қарап, бір-бірлеріне, үйлеріне келіп, енді квартирада тұрған кезде де бір-бірлеріне қолдау көрсетіп, енді үлкен коллектив болып, бұл кісілерді сөйтіп әрмен қарата сынбай алып кеткенге қоғам болып көмектесіп отыр ғой. Әйтпесе жалғыз адам болатын болса, әрине мынандай бір жан-жақтың барлық қыспақтап жатқан кезде ешкім енді бұндай жерде қала алмайды да онысын. Бір жағынан енді бұл кісілерге енді көбінесе бір-бірлеріне деген қолдаулары қандай дүние айтылып отырса да, мысалы үшінге басқа ата-аналарға айтылады. Ерекше балалардың аналарына да айтып отырады, әкелеріне де айтады бұл кісі. Бұл бала дүниеге именно сіздің балаңыз болып келгені бостан бос емес дейді. Себебі бұл бала жұмақтық бала болғандықтан да дәл осы жұмаққа осы кісіні алып кететіндей осы әке шешесі соған лайық болғандықтан, сіз лайық болғандықтан да сіздің балаңыз болып тұр деп бұл кісі енді сол келген ата-аналарға қолдау көрсетеді бір жағынан. Және де сол бағыт бойынша жұмыс жасайды, енді беріліп жұмыс жасайды. Енді бұл кісі енді Ибрахимнің мұғалімі, басқа да бөтен балаларға мұғалім болады. Көбінесе қазір қандай балалар келіп жатыр сізге? Қандай бұзылыстарымен? Жаңағы рас
көбінесе. Содан кейін жаңағы ЗПР, ОНР. Негізгі проблемалар қандай олар? Жаңағы дәретпен проблема ма, әлде агрессия ма? Дәретпен агрессия да болады, енді коммуникация мүлдем жоқ, енді сөйлеу жағы былай тұрсын, енді түсінік жоқ болған, сол қиындау. Бет албат сөйлеп жаңағы аңылдап жүреді, сондай жақтар. Жақсы болып келе жатады да, бір сәл ауырып қалса откат болады. Сәл бірдеңе дұрыс болмай қалса, бір дәрілерді, дұрыс дәрі-дәрмекті қазір көбейіп кетті ғой, алтын су бірдеңе тағы көп. Енді жаңыз ол емес. Сондай бір нәрселерді кейбір кезде бір невропатологтар бір ауыр дәрілерді жазып береді. Сондай кездерде балада кішкене откат болып кетеді. Сол кездерде ата-аналар біраз қиналып қалады. Оның бәрін енді бізден көреді, мынау откат кетіп жатыр деп. Негізінде жаңағы көп әсер ететін жағдайлар. Сондай балалар көп келіп жатыр қазіргі таңда енді. Чолпанхан, қазіргі енді сіз бұрын психдиспансерде жұмыс істедім дедіңіз. Сол кезде білесіз, салыстырмалы тұрғыда қазіргі балалардың бұзылыстары қандай? Ауырлап бара ма, жылдар өткен сайын әлде жеңіл ме? Негізі қазір аутизм деген соңғы жылдары как вирус сияқты таралып кетті. Бұрын енді осыдан мен 17-18 жыл бұрын осы психиатрияда жұмыс атқарып жүрген кезде аутизм дегенді тек біз кітаптан оқитынбыз, және ол бір Америкада ғана болатын бұзылыс сияқты болды. Бізде аутизм деп қойылмайтын. Бізде ол кезде енді бұрынғы психиатрия модели бойынша аутизм ол шизофрения спектрі болатын. Ал қазіргі психиатрияда енді қазіргі психиатрияның модели бойынша енді бұл нейроразвитиядағы бұзылыс дейді. Бірақ енді бұл нейроразвитиядағы бұзылыс балада мысалы аутизм деп қойылды. Ол қойылған күннің өзінде ол барлығында аутизм деген сөз емес. Яғни мысал үшінге міне бұл кісілер анық көріп отыр. Қазір 1 жастағы, 1,5 жастағы балалар келеді аутизм деп. Енді қазір невропатологтар қойып жібереді ғой, енді рас под вопросом деп. Ол енді дұрыс емес, невропатолог жақтан аутизм деп, оның рас дегенде, аутизм дегенде екеуі бір сөз негізі. Бірақ оны қазір мамандардың да рас деген ол бір жеңіл түрі, я болмаса аутизм дейді. Екеуі бір мағына, аутизм деген. Міне сондай мен 1 жас 5 ай, 1 жас 8 айда балалар келіп жатады, жұмыс жасаймыз. Жұмыс жасап 3 айдың ішінде баланың түсінігі қалыптасады. Әрмен қарата сөйлеуге жұмыс істеп кетеміз. Ол бала 3 жасқа дейін нормаға шығады да әрмен қарата. Демек, онда рас емес. Рас емес. Міне біз аутизмнан шықтық деген дәл сол кісілер. Яғни ол аутизм деп айтып тұрма дәрігер, ол аутизм деп қабылдады ата-ана, бірақ бұл жерде нейроразвитие деп тұр ғой, нейроразвитиядағы бұзылыс қазіргі DSM-5 деген психиатриялық диагностика бар. Сол бойынша бұл нейроразвитияға байланысты ғана. Шетелде Европада 10 жасқа дейін аутизм деп нақ қойылмайды. Өйткені бақылайды, жұмыс жасайды, нейропластичностьпен жұмыс атқарады, миелинизацияның түзілуіне әсер етеді. Сөйтіп барып нақты тұрақтанған кезде ғана бізде кәдімгідей диагноз қойылады да. Ал бізде қалай? Қазір атына реакция бермесе, бір команданы орындамаса, тізіп ойнаса, я болмаса стереотипное поведение болатын болса, бірден аутизм деп қойып бере салады. Ал бұл дұрыс емес те, неге? Себебі аутизм деп нақ айтуға ешкімнің құқы жоқ, баланы диспансерді және стационарда бақыламайынша. Жарты сағатта ешкім айта алмайды аутизм деп онысын. Дәл сол осы нейроразвитияға ғана қазір психиатрияның жаңа моделі болып отыр. Сонда демек бізде қазір қандай балалар? Қазір бізде МКБ-11 бойынша, мысалы невропатологтардың сөзі бойынша, расстройство экспрессивной және импрессивной речи деп айтады. Бұны педагогикалық тілмен сенсомоторная алалия дейді. Яғни баланың импрессивті деген сырттан информацияны қабылдауда төмен деген сөз, экспрессивный соны қорытып ауызбен шығаруда жоқ деген сөз. Яғни бұл екеуінің бұзылысы педагогикалық тілмен, ол енді педагогический ғана бұзылыс болады, ал медицинский тілмен айтқанда расстройство экспрессивной импрессивной речи деген балалар. Бірақ бұл балаларға аутизм деп айта алмаймыз. Белгілері бірдей қарап отырсақ. Жұмыс жасалу керек. Ерте жұмыстанған кезде, мысалы үшінге қазір 2 жаста келген балада аутизм деп қойған күннің өзінде жұмыстанған кезде ол 4 жасқа дейін. Неге мен енді осы жерде де айтқым келеді, қаншама ата-ана бар, нейроразвитие бізде қалай жүзеге асады. Енді қазіргі психиатриялық модель бойынша
1 жастан 3 жасқа дейін баланың мелинизациясы 80%-ға дейін жүзеге асады. Яғни 80% деген ол үлкен мүмкіндік қой. 3 жасқа дейін келген балаға біз 80% көмегіміз көрсете аламыз деген сөз. Ал 3 жастан 5 жасқа дейінгі келген кезде біз оған 50% болады. 50%-ға мелинизация төмендейді, нейропластичность. Ал әрмен қарата оның жұмысы 5 жастан 7 жасқа дейін 25%-ға төмендеп қалады. Яғни жыл өткен сайын біздің мелин қабатының түзілуі төмендей береді де. Енді бұл жерде Ибрахим келіп отыр бізге 4,5 жасында, 4 жас 4 айында келіп отыр. Міне бұл кезде бірақ мен міндет түрде міне арбаның мына дөңгелегі мен болсам, мына дөңгелек сіз боласыз. Ата-анаға екі жақ бірдей жұмыс жасаған кезде нәтижеге жетеміз. Ал бір дөңгелек қане жұмыс жасаса, ата-ана жұмыс жасамаса, ол бір дөңгелек қай жерге дейін жетеді ол. Сондықтан да бұл кісіге мен тура айттым, міне проприцепция, интероцепцияны дамытатын мына жаттығуды орындаңыз деп. Кейбір ата-аналарға айтам, бұл енді аналарға айтам, үй жиналмай қалсын, тамақ істелмей қалсын, бірақ осыны уақыт-уақытымен орындап отырыңыз. 3 сағат дедім бе, әр 3 сағат сайын орындайсыз. Күніне 2 сағат дедім бе, 2 сағат орын. Каждый час дедім бе, әр сағат сайын орындап отырасыз деп. Бұл кісілерге солай тапсырма бердім. Орындады. Сіз өзіңіз орындап отырдыңыз ба негізі? Мен өзім орындап отырдым, иә. Осы кісі айтып кеткен. Мақпал ханым, сіз де орындадыңыз ба, бірге қосылып? Осы жаққа келгелі 2 сағат танымайтын көшемен жүріңіз дегеннен кейін, осы жаққа келгелі Астананың қазір бәр жерін білдік қой. 2 сағат жүреміз. Олар үшін шаршамайды ғой. Шаршамайды, жүре береміз дейді. Қалай арықтадың деп менен сұрайды. Қалай арықтадың? Мен айтам, жаяу жүріп балам. 2 сағат жүреміз. Сонда міне мозолистое тело, мысал үшінге жаяу жүру дегенде бізде мамандарда да қателік бар да, дұрыс түсіндірмейміз ғой бұл жерде. Мысал үшінге жаяу жүріңіздер деп жібере салады, или далада жүру деп айтады. Оны ата-ана шығады, дворға ойнатып қойды, күтіп қарап отырады, онысын бала ойнаған. Бірақ бұл жердегі мақсат бөтен көшенің бойымен күніне 2 сағат жаяу жүрген кезде екі аяқтың қозғалысы ана бір реттік әрекетке енген кезде екі мидың ортасындағы мозолистое тело деген бар. Міне сол жерде нейрондық түзілістер түзіле бастайды. Яғни бұның барлығы дәлелденген дүниеде. Қазір бізге бір бала қанша жаста болса да бәрібір ме? Ол бала 3 жасқа дейін 1 сағаттан жүру керек, 3 жастан кейін 2 сағат жүру керек. Бірақ үйдің маңайы, парк, набережка дегендер саналмайды, бөтен көше керек. Мысал үшін үлкен кісінің өзі бөтен көшенің бойымен жүргенде, бүгін мына көше, ертең мына көше қорқынышты. Мысалы алдына білмейсің ғой, алдында не күтіп тұр. Ит шығуы мүмкін, жол қисық болуы мүмкін деген сияқты. Бірақ үлкен кісінің өздері қалай жүріп бастайды, енді ата-аналар айтады, мен қазір есте сақтау қабілетім жақсарды. Бұрын қазір істеймін деген дүниені ұмытқап, не істеуші едім деп ойланып тұрамын. Неге? Себебі нейрондық түзіліс пайда болды бізде, миелин қабаты қапталды да. Міне бұл аутизм деген жалпы жаңағы айтқандай нейро дамудың бұзылысы. Біз нейродамуды дамыта аламыз. Соған ғана акцент қою керек те. Сонда Шолпан ханым, жақсы, иә, өстіп жүру арқылы жаңа үлкен кісілердің өзінің есте сақтау қабілеті жақсарып жатыр. Ал кейбір мамандар айтады, кеш қалдыңыз. Жоқ, кеш қалдыңыз дейді, мысалы, иә, кеш қалдыңыз, мына қабат жабылып қалды, мынау болмайды деп. Жалпы бір мамандар айтады, ми ол өле-өлгенше жұмыс істейді, ақпараттарды қабылдайды деп, иә. Ал кейбір мамандар айтады, жоқ, 7 жасқа дейін сөйлете алмадың ба балаңды, қатарға қоса алмадың ба, болды дейді. Негізі қатарға қосқанда бұл жерде 100% нормативті балалармен бірге оқу және сол бала сияқты деңгейге өтуде жаңағы айтқандай нейрондық түзілістердің түзілуі миелинизацияның өзі жаңағы процентпен. Сонда 7 жасқа дейін 25% болатын болса, нейропластичность әрмен қалай қарай? Әрмен қалай баланы әлеуметтендіруге жұмыс атқара аламыз, жұмыс істей аламыз. Мысалы, енді мен өзімде оқушым келді, 7 жасында келді. 7 жасында тяжелый умственная отсталость, бала реакция мүлдем жоқ, тіпті алдында жатқан затты аттап өтуді білмейді. Балада енді инсульт болған, 4 ай комада жатып қалған, 1 жасқа толған кезде. Сөйтеді деп, ол бала уақыт өткізіп алады ғой, енді расымен ол кісілер моторлы қимыл әрекетке жұмысты акцент қоя береді, баланың күші көп. Бірақ бізде ақыл есімізде, саналы қабылдауымызда бұзылыс бар. Сөйтеді де, күш көптің салдарынан өзінен кішкентай баланы қылқындырады. Келіп соған шабуыл жасайды, қылқындырады күшінің көптігінің салдарынан. Енді соны бізге саналыққа ауыстыру үшін жаңағы нейропластичностьқа акцент қоямыз, жұмыс жасаймыз. Сонда әкенің, ол кезде де әке келіп жүреді. Сол кезде қараймын да, ана кісі бірақ нәрсесіне қуанып келеді. Аяғының ұшымен тұрып,
өкшесін көтеріп кружкасын алып су ішті дейді. Сонда ана кружканы алу үшін аяғын өкшесін көтеру керек екенін түсінді дейді де. Міне сондай кезде, ал егер ол бала 7 жастағы баламен тяжелый умственно отсталость жұмыс жасамасақ, ол оны да сезбес еді ғой. Ертең төменде кетеді. Міне осы жерде ата-аналар да дұрыс жасамайды, аутизм екен, қойылды екен деп қолды бір сілтеу. Болды, мен қабылдадым дейді. Ол қабылдаған бір бөлек, жұмыс жасан. Қабылдау деген ол аутизм болды деген сөз емес. Қабылдау деген әрмен қарату, жұмыстану деген сөз. Яғни оны қатарға қосудағы негізгі дағдыларын қалыптастыру болып табылады ол. Иә, көп әкенің айтатыны сол ғой, сізге де айтатын шығар. Мен қабылдадым ғой, әкеп тұрмын ғой, болды ғой дейді. Иә, бір белгілі бір жаңағы ритуалды орындадық қой деген сияқты ғой енді біздікі, еркектердікі. Алып келдік, болды деген сияқты. Әкелдік, айтқанның бәрін істеп жатырмын ғой деген сияқты. Сондай әңгіме ғой, жоқ, негізінен ол аздық етеді. Әкенің өзінің жұмыс жасау керек онысын. Жұмыс жасау керек. Әкелерге сонда сіз үйге қандай тапсырма бересіз? Үйде не істеу керек әке? Үйде қарапайым жаттығулар беремін. Жұмыстан шаршап келді ол әке. Шаршап келді, айтам бір 10-15 минут. 10-15 минут. Жаңағы фитбол бар мысалы. Әртүрлі бір 8 жаттығу жасап қойған видеосын. Соны жіберем. Осыны күніне біреуден жасап отырыңыздар. 10 минут болсын. Жасап отырыңыздар. Бірақ әкелеріне айтамын. Әкелер жасасын. Ол жаттығуды үзбей әке жасататын болса балаға, баладан қандай өзгеріс байқай алады? Негізгі бағыт жаңағы пропрацепция, вестибулярлық бұзылыс, жаңа тактильді бұзылыс. Осыларға негізгі акцент қойылады. Осылар жаңа мен берген жаттығулардың ішінде, жасайтындарының ішінде барлығын қамтиды. Осы 3 бағытты және де аяқ қол бұлшық ет, тепе теңдік сақтау деген сияқты бәрі өзі байланысты, осының бәрін қамтитын бір жалпы осылай 7-8 видео жіберем. Сол жаттығу жасаңыздар деп. Артпен жүру сияқты, аттау сияқты кәдімгі керемет ойыншықтармен емес, қарапайым нәрселермен. Иә. Осыларды жасау керек. Содан кейін үйдің қандай жұмысына балаларды аямай жұмсауға болады? Үйдің жұмысына кез келген. Кәмпиттің қағазын лақтыр, бананның ұшын аршып, ары қарай өзің аршы, өзің бөліп же, жаңағы кесені алып кел, құйып ал. Мысалы Ибрахим енді қазір біраз бөлмелерді ажырата ма? Мысалы ас үйден ана затты алып кел, зал бөлмесіне апарып қой, мынаны былай деп, көбінде балаларды жаңа ажырату жағынан қиналып жатады. Қазір ажыратады Ибрахим. Ана помпа дейді ғой, басып суды электрическе құйып аласын. Ана үлкен бутылға құйып. Соны алып келдік біз. Алып келгеннен кейін енді Ибрахимге үйреткен жоқпыз. Бір күні қарасақ, ананы қарап жүрген ғой, ол қазір сондай қарап жүреді де, ақырын біреудің істеген затын. Соны көріп алады, өзіне керек болса соны істейді. Тіпті кейбір кезде біз үйретуге жаңа уақытымыз да болмай қалады. Соны бір күні қарасақ, ананы барып, өзі кнопкасын басып, суын толтырып, бір-екі рет толып кеткенше төгіп алды. Бір-екі рет. Содан кейін апайлары барып, ұрсып ат неге төгесін деп. Одан кейін уже әлі күнге дейін уже 5-6 ай болды. Өзі басатты, кнопкасын құйып, толғанын біліп, тоқтатып, ішіп, сөйтіп кетіп жүреді. Бүкіл нәрсесін өзі істейді. Үй жұмыстарын. Мақпал ханым, сіз үйде не істетесіз балаңызға? Ол мені ыдыс-аяқ жусам, ыдыс-аяқ жуғанды жақсы көреді. Ыдыс-аяқ жуғызам бірге. Одан қасықтарды үлкен кішкентай деп ажыратып қойдыртам. Сортировка дейсіз. Иә. Одан билейді екеуі. Иә, билейміз екеуі. Сонымен қорқан көршілер келемеді. Көршілерден қорқатын болды. Этаж үйде тұрған сол жаман екен. Жері салып жерге көшіп кеткін келеді. Түнде ғана келді. Түнгі 12:30-да 3 милиция келіп тұр. Соң мен орамалмен шыққам, өз түрімді қорқынышты болды ғой. Есікті ашсам үшеуі тұр, сіздерге жалып түсті. Жаңа балаларыңыз шулап жатыр. Бірақ мен білем, олар шулаған жоқ. Ибрахим мамасымен жатты, ұйықтатайын деп жатты. Қалған қыздар тоже жатты, ана үлкен қыз. Соны айтым, ешкім шулап жатқан жоқ. Енді бағана шуламаса, қазір шулаған жоқ деп өзі зәрем ұшып кетті. Содан сөйтсем артынан біреу келді, жоқ, бұл 397 пәтер емес, арық пәтер деп алып кетті. Содан кейін уфтедік. Көршілер, иә, астыда бір үлкен кісі тұрады екен, көш келген кезде үй алғаннан кейін. Бір рет келді, мамам үлкен кісі еді, ерте ұйықтайды деп, жарайды деп, сол күні бір-екі одан кейін тыңдамайды ғой, тағы келді, үлкен кісі екен, өзі кеп. Айтты, неге балаңды нетпейсің? Мен айтым, ренжімеңізші. Бірінші кешірім сұрадым, ренжімеңізші. Осындай балам бар еді, түсінбейді деп едім, өзіме айғайлап, балаңды түсінбесе дұрыстап тәрбиелемейсің ба, тәрбие бермейсің ба деп. Сосын мен де уже басында кешірім сұрадым, одан кейін айттым, сіз енді ренжімеңіз, енді бірақ айтып тұрмын ғой сізге де деп. Сонда енді этаж үйдің сонысы қиын екен, түсінбейді екен.
әкелер үшін мотивация жүйеге тұрғызып жүйеге көшу керек. Шолпан ханым, айтыңызшы, мысалы шетелге жиі барасыз ғой сіз. Шетелде не күшті екен ол жақта? Қандай айырмашылық бар? Ол жақтың мамандары қалай жұмыс істейді балалармен? Сосын жаңағыдай айшықтап ерекше бала деп бәрі бірден біліп отыра ма әлде? Қалай? Ол жақта жаңағы айтқандай бірден аутизм деп қойылмайды, ұзақ уақыт реабилитация өтеді. Ол жақта дегенде сіз бірнеше елде болдыңыз ғой, мен байқап отырамын. Мысалы, мен осы таяу шығысты алатын болсам, Дубайдағы Эблюке осы жақында ғана барып қайтқан болатын. Осы соғыс басталып кеткен сол жақта қалып та қойдым. Сол кезде барып жұмыс жасап жатқанда бір үлкендеу қыз отырды. 8-9 жастағы қыз болды. Сол сабақтарына қатысып отырдым, содан кейін маманнан сұрадым, қанша болды бұл кісі келіп жүргеніне? Білмеймін дейді маман. Сіз қанша болды істеп жатқаныңызға дейді? Енді 3 жылдай болды деп сөйдеді. Содан кейін басшысынан барып сұрадым, мына бала қанша болды келіп жүргеніне? Онда моторная имитация енді басталып тұр. Яғни топ, хлоп десе, енді ананың артынан қайталап тұр солай. Балада синдром Аспергер екен. Содан кімнен басшысынан сұрасам, 6 жыл болды келіп жүргеніне дейді. Бала, 8-9 жастағы бала 6 жылдай келеді, ұзағынан. Бізде енді ол 6 жыл емес, 6 айда результат көрсетпесе бізге етік болады онысын. Сондықтан да айырмашылық біздің менталитетте. Бірақ ол маған өзім үшін ұнайды. Себебі біз желкелеп болсын баланы шығарамыз. Желкелеп болсын бір дағдыны көрсетеміз. Келген кезде жұрттың баласына қалмауымыз керек қой. Иә, оны міндетті түрде шығаруымыз керек те. Ал ол жақта ол мысалы образ жизни дейді. Егер бала ерекше бала болатын болса, ол өмір бақи коррекцияда, поддержкада жүру керек. Ол өмір бақи жүре керек те. Ал бізде тез тұмау сияқты шығарып емдеп алуымыз керек те онысын. Және де ол жақпен мына жақты салыстырған кезде бір енді жаман қатты ұялған кезім бар. Неге барамыз? Европаға барамыз. Европада психомоторика бағытында сабақ оқып жатам. Содан кейін ол кісілер сұрайды менен, сіздерде қандай коррекция түрлері бар? Бізде АФК бар деймін. Адаптивная физкультура деп айтам. Ол кісілер бүйтіп қарайды да, АФК это же не коррекция дейді, это же образ жизни деп сөйтеді. Яғни ерекше балада АФК деген ол өмір бақи болу керек. Сол үшін де әке жұмыс жасау керек. Ол үнемі физнагрузка, мысалы үшінге мидың ана сөйлеу аймағының жанында двигательный отдел деген аймақ өтеді. Дәл сол аймақ үнемі жанданып тұру керек те. Сол үшін де ол образ жизни, ол ерекше бала болсын, ол нормативті бала болсын. Аптасына 2 рет апарып қойып қарап отырмау керек дейсіз. Ол бізге де сізге де қажет. Мысалы үшін бұл коррекция емес, ол образ жизни. Яғни өмір шарты болып тұр ғой. Содан кейін бізде нутрициологиямен емдейді дедім, бізде диетамен емдейді дедім. Емшілерге апарады демеңіз ба? Иә, емшілерге апарады. Қорғасын қойғызады. Міне, оны айтқан кезде расымен де қалайша диетамен, ол да образ жизни, это тоже не коррекция деді. Коррекция деген ол дефектологиялық сабақ деп сөйтеді. Расымен де ол енді дефектологический занятие болып саналады. Айырмашылық тек қана осы жерде. Содан кейін ол жақтың бізге алып келген методикасын біз Қазақстанда дұрыс қолдана алмай жатырмыз да. Қазір енді осы Қазақстан Республикасының дефектологтар және логопедтер ассоциациясын құрып, сол методикаларды реттеуге және де дұрыс бағытта қолдануға бізде бір ізділік жоқ, иә? Әркім өзінің қай жақтан алып келді, соны береді, соны оқиды, соны көрсетеді. Сол бойынша менің авторская методикам деп айтады. Бізде авторская методика деген қазір қажет емес. Оның барлығын кезінде дәлелдеп, бүкіл психиатрлар, дефектологтар дәлелдеп тастаған, ол ғасырлар бұрын жасап тастаған дүние. Тек алып, оны дұрыс пайдалана білу керек бізге. Ал бізде қалай польская методика деп сенсорная интеграция келді. Яғни Польшада әрбір үйдің астында бізде аптека бар ғой, оларда сол сияқты сенсорный кабинеттер бар. Біздегі игровой залдар сияқты. Ол жерге ата-аналар барады да, балаларын кіргізіп жібереді 1 сағатқа, балалар өз-өздерін сенсорить етіп қайтады. Качелясына жүгіретін качеляға, гамаққа баратын гамаққа деген сияқты ойнайды да қайтады бері қарай. Сонымен оны бізге кеп көрсетіп европалық методика деп алып алдық та, оны біз қазір коррекция бағытына қолданып, әр бір кабинетке ашып тастадық. Мысалы үшінге, оны жеке сенсорный интеграция деп ата-аналардан ақша алып отырған орталықтар бар. Кеше ғана мен Мадина Халықбергенді жаздым. Сол кісі айтады да, сенсорный интеграция кейде отқа май құйғанмен тең.
көп маман жаңағыдай дұрыс қолданып отырған жоқ. Одан кейін ол белгілі бір уақытта ғана қажет дүние. Әрине. Мысалы 6, 7, 8-дегі балаға ол болмайды деп. Ол сенсорный интеграция деген біздің ол өмір салтымыз. Жалпы көріп қабылдау, естіп қабылдау, көру 5 анализатор ғой, иіс сезу, дәм сезу деген, термен сезіну, осы 5 анализатордың жұмысы жүргізіледі. Бұл методика. Бұндай мамандық жоқ. Бұны бөлек бір кабинетке отырғызатын емес. Біздің Қазақстанда тек 2-ақ мамандықтың түрі бар. Ол бірі психолог болса, екіншісі дефектолог. EBA терапия деген ол методика. Оны бөлек мамандық ретінде бізде Қазақстанда қарастырмайды онысын. Бізде мысалы жаңағы сенсорный интеграция деген ол мамандық емес, ол методика. Джаспер терапия деген ол мамандық емес, ол методика. Флор Тайм, Денверский модель, бұның барлығы методикалар. Яғни бір дефектолог, я болмаса психолог, бұл енді арнайы педагогтар ғой екеуі, алады да өзінің сабағына бөледі. Міне, таңертең бала келді, 30 минут, 40 минут сабағы қанша минут. Аламда бөлем 7-8 минутына баланың гросс моторикасына, яғни ірі моторикасына бөлдім. 5-7 минутын ұсақ моторикасына бөлем, 7-8 минутын сенсорный интеграциясына бөлемін. Одан кейін бар кеңістікті бағдарлауға, және де бала психотерапиямен сабақтан шығып кету керек. Сөйтіп қане бөлуім керек те. Яғни мен методикаларды қолданам. Мысалы үшін мен артикуляционный гимнастика логопед ретінде жасап, бір кабинет ашмамаймын ғой, мен артикуляционный гимнастистмін деп. Сол сияқты да сенсорный интеграция. Ашу ғажап емес біздікілердің. Міне дәл сол сияқты мына сенсорный интеграция деген бұл методиканың бір түрі, бізге дұрыс емес бағытта келді. Қазір бір сабаққа ашып алады. АФК деген ол мамандық бар. АФК емес, ол физкультура деген маман иесі бар. Яғни физкультура сабағы. Бірақ оны адаптировать ету, маманды қайта даярлау керек. Дефектолог, психолог болды. Бізге керек осы 3-ақ мамандық Қазақстанда оқытылады. Әйтпесе сенсорный интеграция дейді, ол сенсорный интеграция терапевтімін деп өз-өздерін атап алады. Бірақ ол бізде Қазақстанда оқытпайды, ол қайдан? Бізде кабинет көп қой, эрготерапевт, жаңағы сенсорный интеграция, аба ата-анадан ақшаны, мысалы үшін аба терапияның өзі психолог, я болмаса дефектолог қолданатын методиканың бір түрі. Мысалы, маған енді көп түрлі невропатологтардан келеді ғой, мынандай қағазға невропатологқа біз ем-дәрі алу үшін барамыз, бірақ ол кісілер қазір педагогиканың методикаларын жазып береді. Денверский модель, музыкотерапия, EBA терапия дейді. Бірақ ол кісілер тек қана занятие с дефектологом, психологом деп жазу керек болды. Әрмен қарата дефектолог ол балаға не керек екенін анықтайды. Яғни ол педагогикалық бағытты оқымаған врач, мысалы үшін. Және сол сияқты врачтар біздің педагогикалық методикаларды алып алса, біздің педагогтар медициналық құқықты өздеріне алып отыр да. Қазір келеді, мен рефлекспен баланы жұмсап қарам дейді. Яғни ол Марго рефлексі, Бабинский рефлекс, олардың барлығы неонатолог, невропатолог туылған кезде анықтайды да. 5-6 айында ол өшу керек, соған анықтап жұмыс жасайтын мамандар. Бірақ бізге оны кім үйретті? Бізде мына Ресейдің мамандары келді де, дәл сол рефлекстерді үйретеді, біздің мамандар оны оқып алады да. Иә, содан кейін алады да. Сізге айтады, ойбай, сіздің балаңызда мынандай болмай тұр екен. Оны ата-ана білмейді ғой енді. Ата-ана келеді де, маған сенсорный интеграция керек, маған рефлекспен жұмыс жасайтын маман керек. Жазып берді ғой. Иә, жазып бергеннен кейін сөйтіп айтады. Бірақ біз сауаттандыруымыз керек, халықты сауаттандыруымыз керек. Тек қана дефектологқа барасыз, және де психологқа барасыз. Я болмаса физкультура мұғаліміне, адаптивті физкультура мұғалімі. Бұл 3-ақ мамандық бар, қалғанның барлығы методика. Әдіс тәсілдер, қолданатын әдіс тәсілдер. Оның барлығын бетіп ойдан құрастырып, бұл менің авторская методикам деп айтуға екінің бірінің құқығы жоқ, ешкімнің құқығы жоқ. Ол үшін не істеу керек? Мен авторский методикамен ойлап таптым ба, мен оны алуым керек те, мемлекеттік платформада, алаңда эксперименттен өткізуім керек. Ол менің балаларыма ғана емес, мен мемлекеттік мекемеде өткізуім керек. Сол сияқты менде израильская методика дегенді мен осыдан 10 жыл бұрын оқып, сол методиканы қолданып, бұл кісілерден результат көргенмін міне. Соны алдымда өткенде КППК-да екінші КППК-ның 8 баласын алдым. Сол 8 баласына эксперимент жасадым. Осы қыркүйектен бастап жасадым. Алғашқы 4 айдағы результаттарымызды көріп, енді соны міне бекіттім результатын. Енді оны алып мен ННПЦ-ға жіберемін. Қорғайсыз, иә, сол жаққа барып экспертизаға жіберемін. ННПЦ бізде жаңағы ұлттық научный центр ғой енді. Міне сол жерден қарайды, экспертизаны өткізеді, жібергеннен кейін ғана мен оны патенттеп, бұл менің авторский методикам деп айта аламын. Бірақ енді қазір бізге ана бір айдан аспанды алып, бір Москваны придумывать ететіндей заман емес.
дайын дүниені сапалы қолдана алуымыз керек ең бастысы. Таяуда ғана сіздің әріптесіңіз Қарлығаш ханым, Қарлығаш Абдрахманова, ерекше бала орталығының негізін қалаушы Алматыдағы, сол кісі Қытайға барып келді де видеолармен бөлісті, байқаған боларсыз. Қытайлықтар өздері шығарған ойыншықпен өз балаларын ойнатпайды екен. Олар ағаш ойыншық қолданады екен, және олардың формасы әртүрлі, балалар өздері фантазиясына қарай бейімдеп алады екен деп, құрастырып. Расымен де, бірақ енді мен өткен жылы Қытайға бардым, ол жақтың системасын көруге арнайлап бардым, ол кісілермен алдын ала сөйлестік. Расымен де Қытайға кіру мүмкін емес, ол жақтың системасын білу. Ол кісілердің бөлек бір WhatsApp-ы болады, ол кісілердің бөлек Instagram-ы, бөлек TikTok-ы, яғни біздің Instagram-мен тіпті Wi-Fi-мізбен кіре алмаймыз ол жаққа. Арнайы дайындалып бардым, бірақ сол кезде коррекционный центрға қарасам, былай екен ол кісілерде. Кірген кезде, енді мен таза коррекционный центрларды қарадым ғой, сол кезде бірінші сабаққа кірердің алдында, балаға дефектологтың сабағына кірердің алдында, мына құлаққа акупунктура, ине салады екен. Баланың екі жақ құлағына толығымен инені қадайды, анасы ұстап отырады, жылайтындар, жыламайтындар үндемейді, толығымен толтырып тастайды инеге. Содан кейін екінші жерге кабинетке кіреді, ол жерде төбеге орайға моксотерапия деген бар екен. Ол енді тыкваға көп символ көреді ғой, енді тыкваны ол кісілер асқабақты. Соны кішіректеу қылдыртып, орайға қояды екен, ішінен бір майларын жағады, әйтеу бір нәрселерін жасайды ана жерде. Содан кейін мынандай резинамен байлап қояды екен де, баланы кіргізіп жібереді сабаққа. Бала сабағын оқиды, сол моксотерапияда тастамай ма? Жылмайды екен, сонысымен отырды бала. Я болмаса ұстап отырады жұлып тастағанға. Сонда ол кісілерден сұраймын ғой, бұлардың барлығы неге, қазір сіздерде статистика қалай, аутизмнің статистикасы қалай деп сұрағанда, ол кісілер айтпайды, шығармайды статистиканы. Но ол кісілердің түсіндіруінше, енді ян төмендегенде иін көтерілген кезде болады деді. Ол кісілердің өз ұғымы ян мен иін бойынша есептеп өздеріне айтты. Бірақ аутизмі бар балада ол кісілерде көбінесе медициналық ем қолданылады. Өйткені бұл неврологический бұзылыс дейді. Педагогика ол жай ғана жанында қосалқы әдіс ретінде жүреді. Ал бізде Қазақстанда керісінше педагогика басым болып тұратын болса, медицина қосалқы болып жанында жүретін болса, ол кісілерде керісінше болып жүреді. Қайсы дұрыс сонда? Негізі педагогика дұрыс, өйткені бұл нейроразвитие бұзылыс болып тұр ғой. Яғни миелин қабатын түзу үшін біз педагогикалық әсер арқылы баланың жоғарғы жүйке жүйесінде болып жатқан нейрондық түзілістерді түзе аламыз. Күнде бір әрекет қой, күнде бір әрекетті орындай берген сайын, мысалы үшінге Ибрахимге міне айттық та, бүгін аяқ киімдерді жинайсың, сенің міндетің осы. Күнде барамыз, рукообрук жасатамыз. Бірінші міне жинадық, ертең солай бүрсігіні көрсетіп тұрмыз, одан кейінгі күні көзбен көрсетеміз, одан кейінгі күні сөзбен айтамыз, одан жоқ болып кетеміз өзіміз. Балаға айтқан кезде өзі жинайтындай қылдырды, мүмкін 6 айдың ішінде, мүмкін 6 күн ішінде үйретуіміз мүмкін. Бір күнде мүмкін емес дейсіз ғой. Онысын. Бүйтіп үйренгеннен кейін, яғни ол дағды қалыптасты деген сөз. Бізде қалай, мен ана остеопатқа барғаннан кейін балам қалыптасып кетті осы дағдысы дейді. Жоқ, ондай емес. Яғни үйретілген дүние ғана дағдыны қалыптастырады. Күнде үздіксіз үйретілген кезде оған тікелей бірінші ата-ана. Сондықтан да міне бұл кісіні мен ата-ана ретінде айтқанымды орындады. Міне 18 үшінде дәретін сезді деген кезде ең алғашқы жұмыс жасайтын маман. Яғни сіз онда мамандығыңыз қандай дегенде дене шынықтыру маманы, сізді келіңіз оқытамыз, сіз осылай жұмыс жасайсыз деп. Бірден неге? Себебі педагогика бұл жерде ең бірінші рөлді атқарып тұрды. Ал мысал үшінге қазір ата-аналар келеді, бір орталықта болады, бір күн жүреді, 2 күн жүреді, 1 ай жүреді, 2 ай жүреді, содан кейін результат болмай жатыр. Қайда дейді, екінші орталыққа кетіп қалады. Екінші орталыққа барады да, ол жерде результат көре бастайды 3-ші айда. Неге? Себебі ана жиналмалы эффект дейді, накапливающий эффект. Ана кісінің 2 айдық жасаған әрекетін 3-ші айда басқа орталыққа барғанда көрсетіп жүреді. Сол сияқты да күте алу керек. Қай бір орталыққа барғанда 3 ай күту керек. 3 айдың ішінде результатын шығарады. Яғни дұрыс жасап, дұрыс бағытта жасап жатқанда. Ал егер қазіргі сенсорный интеграцияны бөлек кабинетке алып 50 минут жасату, ол перестимуляциядан балаларда откат кетіп қалатын сол себептен. Ал жаңа EBA-ға байланысын айтасыз. 50 минутта мысалы 2 сабақ қатар
Иә, қазір EBA терапияны Европада қайта қарастыруда. Яғни баладан кері әсер алған моменттер көп болып жатыр. Және де оны бұл енді дәлелденген методика деп баланы ұзақ жасайды. Яғни бұл жерде баланың ең бірінші алғашқы жасына және дағдысына қарауымыз керек те, соған байланысты үйретуіміз керек. Біз ойлаймыз EBA-ді ол карточкаға отырып, PEX карточкасы арқылы әрекет жасауымыз. Жоқ, EBA ол емес. EBA терапия дегеніміз балаға бірінші сотрудничество, ынтымақтастық жасауымыз керек. Оның барлығын дефектологияда жасайды. Енді дефектологияға EBA-дің өзі дефектология болып саналады да. EBA-дің өзі аналитический, поведенческий аналитик дейді. Соның өзі мінез құлық аналитигі ол дефектолог және психолог мамандары. Дәл сол сияқты әр нәрсенің өзінің уақытында қолданылу керек те. Сол кезде ғана. Яғни өмір бақи EBA терапияда жүруге болмайды. Өмір бақи жаңағы сенсорный интеграцияда болуға болмайды. Оның барлығын золотая серединаны ұстау керек. Әр методиканың өзінің плюсы мен минусы болады. Сол плюсын қолдана білген кезде результат, мысалы, тоқты айтады, ой, тоққа бармаңдар, бак нельзя, ТМС нельзя, микрополяризация нельзя деп. Мен бірақ жіберем олындай жерге. Оны мен әр баланың уақытына келген кезде жіберем. Мысалы, балада полевой поведение, әппақ парық болып келіп тұрған кезде, мен ол баланы бірде-бір тоққа жібермеймін. Алғашқы түсінігі қалыптасқан кезде ақырындап қоса бастаймын. Алғашқы бізде естіп қабылдауымыз УДР-ға жұмыс жасап бастаған кезде екіншісін қосамын. Сөйлеуге дайындалған кезде үшіншісін қосамын. Қазір сіз осындай ақпарат айтып отырсыз. Кеше мысалы басқа маман басқа ақпаратты айтты, бір адамға барасың, консультация ала қойын дейсің, психиатр басқа ақпарат айтады. Ата-анаға қиын. Әрине. Кімді тыңдайсың? Балаңа көмектескің келеді, жанын ашып тұр, бірақ кімді тыңдарын да білмейсің. Анау да вроде дұрыс айтып тұр, мына кісі де тоқыған, үнемі ізденіп жүреді, сонда кімді тыңдаймын? Мен дұрыс келем бе, дұрыс келе жатқан жоқпын ба? Негізі менде осындай кейбіреулер айтады, мүлдем тоқ деген болмайды, бат деген болмайды, тек коррекция. Бірақ енді бұл дүниенің барлығы бір ерігіп отырған адамның ісі емес қой, шығарылған. Мысалы үшін кез келген шығарылған дәрі болсын, кез келген бат болсын, кез келген тоқ болсын, бұның барлығы арнайы исследование арқылы шығарылып, экспертизадан өткізілгеннен кейін патенттеледі, сол бойынша беріледі. Яғни результат алған адам бар, бірақ оны дұрыс қолдана алу керек. Кез келген дүниені, тіпті мына ішіп жатқан магнийіміздің өзін дұрыс қолданған кезде ғана бізде эффект болады. Біз оны не істейміз? Түнде іше саламыз, күндіз іше саламыз, таңертең ішеміз. Оның ішетін уақыты болады да, және де оның ішетін моменті болады. Міне солай шалу керек. Сол әр нәрсені өзінің уақытымен қолданғанда результат береді. Вот сол уақытты оны кім анықтап береді? Уақытты енді маман анықтайды. Маман енді ол тәжірибесіне сүйеніп анықтайды ғой. Енді ол жас маман болған кезде енді мен қателік жібермеймін демеймін. Енді жас кезімде енді қанша енді 5-6 жылдық ол опыт деп есептемеймін мен. Онда жоқ деген кезде бір 15 жылдан аса бұл салада жұмыс жасау керек. Ана баланы бұзылсын көру керек, мана баланы бұзылсын көру керек. Қазір 18 жыл болды. Мен сол 2009 жылдан психиатриядан бастап жұмыс жасап келем. Енді ауыр балалармен ғана жұмыс жасаймын да негізі. Міне сол кезде кез келген дүниені дұрыс пайдалана алу керек. Жаман деп айтуға болмайды еш нәрсені. Кесіп тастауға болмайды. Кесіп тастауға болмайды. Көру керек барлығын. Бірақ оның уақытымен көру керек. Және де көрген кезде де бет албаты оңды солды ішіп, я болмаса оңды солды оны уақытсыз ішіп дегендей болмау керек те онысын. Әр нәрсенің өзінің золотая середина дейді ғой, сонысын ұстай алу керек те. Ал айтпесе, мысалы, бала келді аутизммен деп қойып берді. Оны енді аутизм деп никто не имеет права. Тек қана стационарда не қойылады ол. Бірақ оны психиатрлар, частный психиатрлар қоя салды, ана бір жарты сағат қарады балаға. Сөйтіп шықты, ата-ана ой деді, міне шоковое состояниеға түсті, сөйтіп жүріп, бірақ қабылдадым деп айтады, бірақ қабылдаған күннің өзінде жұмысты бастамауы мүмкін, не болмаса жасамай жүре беруі мүмкін. Сол кездерде мен айтам, аутизм деген ол жаңағы нейроразвитияның бұзылысы болғандықтан ол күрделеніп кетеді. Ол бүгін сізге аутизм деп тұрма, ертең тяжелый умственный отсталость болады. Ертең одан кейін шизофрения болуы мүмкін. Яғни ол күрделеніп төмендей береді. Яғни біз өмір бақи ол балаларға поддержка беруіміз керек те. Бүгін ЗПР деді ме? ЗПР деген ничего, ол тез шығарып аламын деп жүрген ата-ана ертең баласына
рас деп қоюы мүмкін, психозы шығады ол баланың. Яғни нейроразвитие деген жұмыс жасалынбайды ма, күрделеніп кетеді деген сөз. Сондықтан да нейроразвитиялық бұзылысқа дұрыс қарау керек те, және оны уақытылы бетін бері қаратып отыруымыз керек қой. Мен диагнозды қабылдадым деп жай ғана бүйтіп айту емес, жұмыс жасау ғой. Иә, болмаса маманға апарып тапсыра салып өзімен өзін жүру емес. Иә, мамандікі түк емес, мамандікі 100%-дің 1-3% ғана шығар. Шолпан ханым, 30 минут. Иә, әдетте коррекциялық сабақтардың уақыты 30 минут. Иә. Кейбір ата-ана айтады, ана қаланың шетінен мына шетіне әкелем, сол 30 минут үшін 30 минутта ол балам не үйренеді? Иә. Негізі бұл 30 минут деген бізде положение, яғни заңнамада 2025 жылдың 29 сәуірінде шыққан бұйрық бойынша жеке сабақтар 30 минуттан өткізілу керек. Мен негізі өмір бақи 30 минуттан өткізем сабақты. 2009 жылдан бастап, сол кезден бастап протоколды 30 минут негізі. 30 минут не шешеді сонда? 30 минутта жаңағы бөлдім ғой, дәл міне психомоторикаға акцентті, сол жүйе бойынша жұмыс істейміз. Гросс моторика 5-10 минут, сенсорика 5-6 минут, фингер моторикасы 5-6 минут, сөйтіп және кеңістікті бағдарлау 15 минут уақытында. Солай-солайға бөлеміз, 30 минут жұмыс жасаймыз. Неге? Себебі бұл экспертизадан өткізілген эксперимент бойынша баланың қабылдай алу уақыты ғана. Одан кейін шаршап кете ме? Одан кейін бала қабылдамайды. Одан кейін. Ал қазір енді біз орталықтар 40 минут жұмыс жасаймыз орталықта. Бірақ біз 30 минут сабағымызды өткізгеннен кейін қалған 10 минутты мен баламды аламын да көрші кабинетке барам. Көрші кабинеттегі тоже 10 минут қалды ғой. Сол маман төртеуміз бірге ойын ойнаймыз. Яғни SDSM деген бойынша, Денверский модель бойынша өтірік ойындар ойнаймыз, я болмаса үй ойнаймыз, сатушы ойнаймыз, қуалап ойнаймыз біріміз, тығылып ойнаймыз деген сияқты. Яғни ойын. Игровая, тышқанның баласына да ойын керек демекші, ойын арқылы баланы дамытуымыз керек те. Дәл қазір солай жұмыс атқарамыз. Жақсы, 30 минут түсінікті. Ал үйде неше минут? Неше минут бала бізді қабылдайды, бала бізді тыңдайды? Мен ата-анаға айтамын, ата-ана жұмыстан шаршап келеді. Біз өзіміз баламызға қарауға уақытымыз жоқ. Мен ата-анаға айтамын, 10 минут болды. 10 минуттан артық жұмыс істемей қойыңызшы деп. 10 минут жұмыс істеп ата-аналар болды маған 10 минут айтты деп. Ертең қарап отырса. 10 минут жасаңыз деймін. Бүгін ол кісі 10 минут жасайды. Ата-анаға негізі ауыр нәрсе айтуға болмайды. Ол ми шаршап кетеді оны айтса. Мен тіпті жаттығулардың өзін 1 ай деймін, 2 ай деймін, одан 3 ай деп айтам, я болмаса 3 ай деп 1 ақ айтам. 3 айдың ішінде орындағаннан кейін ол кісі результат көреді ғой. Әрмен қарады, азартқа кіреді. Азартпен дальше созып жіберемін уақытын. Ал мен қазір негізі ол кісі 1 жыл, 2 жыл жасау керек. Мен қазір 1 жыл, 2 жыл десем, ми қазір шаршап кетті, қазір қабылдамайды. Сол үшін де 3 ай деп беремін бағдарламаны. Ми қабылдайтын ақпаратты айтыңыз, расында. Иә. Мен айтам, 3 айда мен жұмыс істеймін, сіз жұмыс істейді, результат осы болады деген кезде ол кісі все дайынмын дейді. Дайынсыз ба? Дайынмын. Дайын болсаңыз жұмысты бастаймыз. Дайын болмайсыз ба, маған келмей қойыңыз. Сөйткізіп барып жұмысты бастап кетеміз. Ал үйде жүргенде 10 минуттан бастап қыздырамын. 10 минут жұмыс жасаңыз. Ол 10 минуттан результатын көре бастағаннан кейін ақырындап қоса бастаймыз. Біртіндеп. Ол ата-анаға да ауыр болмайды. 10 минут үйде, бірақ сағаттап далада деген. Сағаттап, бірақ 2 сағат жаңағы 3-тен асқан баланы мен міндетті түрде жүргіземін. Рефлекторлық нерв талшықтарына әр сағат сайын тапсырма беремін. Будильник қоясыз, жасайсыз. Бірақ жасаған 30 минуттық дүние. 30 минутта тарс жасады, болды. Будильник қойып отырса болды, бастысы. Соны жасаңызшы, бұл басқа түк керек емес деймін. Аллаға шүкір, енді қазір енді міне осы 5 орталықта енді 500 баладай бала шығар. Результатты Аллаға тәуба, әрқайсысында бар енді қазір. 5 орталық сізде, иә? Иә, қазір енді Монғолиядан келеді. Монғолиядан орталық ашыңызшы деп жатқан қазір ата-аналар бар. Қырғызстаннан келеді, Қытайдан келіп жатыр өткенде. Қытайдан специально бізге келіп, осылай результатын көрейік, жұмыс жасайық деп. Монғолиядан 6 жасқа дейін, енді білмеймін, ол кісінің ниеті, өзім таңғалдым ол кезде де. Мен де соны парақшаңыздан көрдім, ол бала қазір мектепке барады. Қазір мектепке барады. Ана кісіні көріп, той болды ғой, біз кәдімгідей той жасадық қой, ол кісі 6 жастағы бала келеді, сөйлеу жоқ, вообще сөйлемейді. Содан кейін анасымен келеді, анасы мен бола алмаймын, 1 айдан. Түсінігі бар ма, жоқ? Түсінігі, жартылай түсінігі бар. Мен әрмен қарата бола алмаймын, сіз апасын жібереміз дейді. Апасы келеді, ақшаны санай алмайды, енді ана жерде өзің саналашы дейді оны. Балам келеді, алып келеді. Ал енді бұл кісілерге 2 айға виза береді. 2 айдың ішінде біз көрсетуіміз керек результат. Отырамыз да мынаны жасаймыз, одан кейін мынаны жасаймыз, қоямыз. Білмеймін, ниетке ма, енді бір Алланың берген бұл да бір сыйы шығар біз үшін. Бала кәдімгідей сөйлеп шығады ғой. Сөйлеп ауылына кетеді. Ауылында жүрген кезде 4 айдан кейін мамасы жазады. 2-3 сөз сөйлеп бастады деді. Сөйтіп мектепке барады. Аутизм жоқ ол балада. Ол бала ЗПР. Ол жақта не деп қойған екен? Ол жақта негізі
дамымаған бұл сала. Аутизм деп жыл өткеннен кейін бір жас ұлғайып кетеді ғой баланың, 9-8 жастарға келген кезде бірақ айтылады. Демек сіздің алыс жақын шетелдерде орталықтарыңыз ашылуы мүмкін, Иә, мүмкін, өйткені осы Моңғолия сұрап отыр. Ол кісілер дәл осы жасап жатқан әдіс тәсілдеріңізбен келіп бізге орталық ашсаңыз. Ол жақта Баянауыл деген ауыл бар екен, қала бар екен, сол жерде тек қазақтар тұратын өңір бар екен, сол жерге. Шалғайдағы, ауылдағы ата-аналар не істейміз, қайда барамыз, балаға қалай көмектесеміз дегенге жаңа Медет мырза біраз нәрсені айтты ғой. Үйде отырып ақ әке не істей алады, әке қалай көмектесе алады. Сіз айттыңыз Мақпал ханым, талай дүниені, жаңағы маған сіздің бала тууға қорқып жүрген ата-аналарға біраз бір ой салған сияқтысыз. Сондықтан рахмет, жетістікке жете берейік, ұлдарыңызды нәтиже шығарады деген сенімдемін. Бұл сұхбатымыз талай адамға ой салады деген сенімдемін. Келгендеріңізге уақыт тауып рахмет. Қымбатты көрермен, біздің сұхбатымыз осымен аяқталды. Келесі сұхбатты күтіңіз.